Армысыздар, менің оқырмандарым. Бұл эфирді запистен көріп жатқан болсаңыз, 14 күндік марафон бастаған болатынмын. Инстаграмда таңғы сағат 9:00-де тікелей эфирде 14 күн бойы мен сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісем деген болатынмын. Міне, сол марафонымыздың бүгін 4-ші күні. Осы уақытқа дейін неше түрлі гормондар жайлы айтқан болсам, енді бүгінгі тақырып ішкі агрессия мен сыртқы агрессиялар жайлы болады. Адамды жетістікке жеткізбей қоятын осы агрессияларды да сіздер бүгінгі эфирде түсінетін боласыздар. Бұл жаңағы марафонымыздың мақсаты толыққанды сіздердің бақытты және бай әйелге айналуларыңыз үшін. Сондықтан да бір алтын уақыттарыңызды бөліңіздер, осыны тыңдаңыздар, таңда осы эфирге қосылыңыздар, кіріңіздер, себебі сіздерді осы бір ұлы алып күш алып шығады осы жерге. Сол үшін де бүгін телефонды өзгерттім, телефон алатын болдым ханымдар. Барып кеше тексертіп көрдім телефонымда. Негізі менде телефонды ауыстырам деген запрос болған жоқ, бірақ барып тексерткенем уже телефоннан екен. Енді бұл менің бір жыл бойы жасап келе жатқан телефоным ғой. Сондықтан да бұның бұзылуға менде бір не болған жоқ еді. Запрос болған жоқ еді, ауыстырам деген қазір. Бәріне жаңағыдай хабарландыру жасап жіберейін, сабаққа қосылыңыздар Инстаграмда деп. Себебі бұл жердегі айтылып жатқан білімдерді мен еш жерде басқа айтпағанмын. Мен комментарийді өшіремін. Біздер алдыңғы 3 күннің сабағын кім көрді, кім өзіне инсайт алды, кім өзіне ақпарат алды, бөлісіп кетіңіздерші. Алдағы 3 күннің сабағын гормондар жайлы кім нені түсінді, реттеп бастадыңыздар ма, кері байланыс жасап жіберіңіздер. Содан ары қарай бүгінгі күніміздің жаңағыдай эфирін бастайтын боламыз. Кім не түйді, қандай ой түйді, не жасап жатсыздар, қандай өзгеріс болып жатыр. Мен айтқанымнан бір өзгеріс болып жатса, мен әрине қуанамын. Қандай өзгеріс болып жатыр, бөлісіп жіберіңіздер. Ары қарай біз өзіміздің көп рахмет, пайдалы ақпараттар болды дейді. Өмірлеріңізде қолданып жатсыздар ма? Маған сол маңызды. Не үшін мен шырылдап шығам эфирге? Сіздердің сол өмірлеріңізде бір пайдасына жарасын деген мақсатта шығып, уақытты құртып айтып жатырмын. Қайырлы таң, Нұрсұлу ханым, қалыңыз қалай дейді. Ақнұр, қалайсың жаным, қалай жағдай? Сәлеметсіз бе, Үміт ханым? Өте күшті, қуаныштымын. Пайдаларыңызға асып жатса, тиіп жатса, жақсы. Онда комментарийді өшіремін және бүгінгі сабаққа кірісеміз. Жәймен менің оқырмандарым қосыла берсін. Негізі менің парақшам кішкене банға түсіп қалған ба, соны байқаймын да. Өте көп ақпарат стористе де, былай контенттерде де, но эфирде жаңағыдай төмен болып тұрады да ақпарат. Значит, менің парақшам алдын сұрасам банда болуы мүмкін дейді. Көріп жүріп өзгерту қолдануға тырысып жатырмын. Көп инсайт дейді. Қуаныштымын, пайдаларыңызға жарасын. Жақсы. Комментарийді өшірейін. Жалпы негізі адам таңда оянған кезде өздеріңізге бір инсайт қылып алсаңыздар да болады. Негізі осы эфирлерді көретін кезде сіздер бір дәптерменен ручка алып алсаңыздар да болады. Блокнот ручкаларыңызды алып жазып отырсаңыздар да болады. Адам осылай таңда оянған кезде сразу ойлану керек. Мен бүгін не аламын және мен не берем деп ойлану керек сіздер. Таңда оянған кезде осы екі мен не аламын, не берем деген оймен оянатын болсаңыздар, сіздер уже өмірлеріңіз басқаша болады. Сол себепті де таңғы 20 минуттарыңызды, таңғы осы 1 сағаттарыңызды аямаңыздар. Осы 14 күн бойы 14 күндік осы марафонға қосылып отырыңыздар, таңда 1 сағаттарыңызды аямай. Не болмаса жаңағыдай жаттығу жасаңыздар. Қимыл қозғалыстан басталу керек бүгінгі күніміз. Жаңағыдай көп байқайтыным, елдің бәрі стрессте, жаңа депрессияда, қарым-қатынаспен сыналып жатады. Енді мен сондай тақырыптарды қозғағаннан кейін, сондай проблемалармен маған обращаться еткеннен кейін, целевой аудиториям сол запростармен жүргеннен кейін, мен соған байланыстырып тақырыптарымды да алып келемін. Ақша туралы, инвестиция туралы да айта аламын, бірақ ол ақпаратты қабылдайтын аудитория болса айта аласың. Ал қабылдайтын аудитория болмағаннан кейін ол нәрсені айта алмайсың. Себебі мен қазір инвестиция туралы айтайын десем, қоя тұршы, бірінші қарызымызды жауап алайық деген адамдар әңгіме айта бастайды. Ол өте түсіндіру өте қиын. Сол үшін де мен инвестиция деген сияқты ақшаны көбейту деген тақырыптардың барлығын тек қана өзімнің коучингімде айтам. Себебі адам уже мен өсемін, мен өзгеремін, дамимын, өзгертемін бәрін деп алға қарай қадам басқан адам деп санаймын. Себебі коучинг ол мәселе менің ақша жасауымда ғана емес қой. Ол жерде толыққанда келген адамның өзінің өміріне деген жауапкершілік алғандығы, өзгертем деген сондай бір сенімінде.
Жалпы таңғы настрой өте маңызды. Сол үшін де мен бүгін не аламын және не беремін деген настроймен ояну керексіздер. Себебі мынандай біздің қазақта мақал бар екен да, қазақта емес, жалпы данышпандардың айтқаны бар. Бүкіл әлемде де осы бір сөз қолданылады. Бір күндік өмірін көрсетші маған, мен оның бүкіл өмірін айтып берем дейтін осындай данышпан ғұлама ғалымдардың сөздері бар. Яғни адамның бір күніне қарай отырып-ақ оның бір өмірін туралы да айтып бере алатындай сондай дәрежеде ғалымдар өмір сүрген. Сол себепті қазір адамның расымен де бір күніне қарасаң, мен мысалға бір күніне қарап, ол ананы істейді, мынаны істейді деген кезде мен сразу оған айта аламын. Сен дұрыс жасап жатсың немесе бұрыс жасап жатсың. Бүгінгі жасап жатқаның ертең сен жетістікке немесе жаңа құрдымға алып кетеді деген сияқты нақты анализ жасап айта аламын. Себебі дамып, өсіп, істеймін, жасаймын, көремін, жетемін деп жүрген кезде оның бәрінен өтіп кетеді екенсің. Сол бүгін как раз сіздердің алдыларыңызда 1 сағат алдын ғана мен өзімнің коучингімде таңғы сабақтан шықтым. Ол жердің өзінде 1,5 сағат сөйледім. Ал енді келіп мұнда сіздерге 1,5 сағат сөйлейін деп отырмын. Алла күш-қуат берсін. Ал бисмилля, бастадық. Жалпы жаңағыдай бір күндік өмірін реттей алмай жүрген адамнан ары қарай не күтесің, не сұрайсың? Бірақ күндік өмірі, бір күндік бүгінгі өмірін реттей алмай отырған адам, ол бір өмірін қалай реттесін, басқа күндерін қалай реттесін, аптасын қалай реттесін, айын қалай реттесін, иә? Сондықтан да ары қарай не болады ол белгісіз. Сол себепті адам бір күндік өзінің өмірін реттеп алу керек болады. Так что сол нәрсеге қатты мән беріңіздер. Біздер қазір өте үлкен агрессияның уақытында, агрессияның айналасында, сондай бір кезеңдерде, қазір мен мысалмен айтқанда түсінетін шығарсыздар, сондай бір кезеңдерде өмір сүріп жатырмыз да. Енді біздер айтамыз, жан-жақтан неше түрлі коучтар бар, психологтар бар, ашуыңды бас, ызаңды бас, ештеңеге мән берме, өзіңді қолға ал, сабырлы бол деп айтқан кезде, біз жаңағыдай бір күні ол біздің пуф етіп бір жерімізден ауру болып шығары анық та. Сол себепті анау айтады, ашуыңды бас деп айтады, мынау айтады, ананы айтады деген секілді, ашуыңды бас, сабырға кел, ананы оқы, мынаны оқы деп айтамыз ғой. Бірақ ол ішіңнен сақта деген нәрсе емес та. Ол ашу ызаменен біздің бойымыздағы алып тұрған жадыныш, жаба, ашу, ыза бәріменен жұмыс жасап тастауға болады. Ол ашу мен ызаның, агрессияның өзінің екі түрі болады. Сол нәрсені сіздерге түсіндіріп бергім келеді. Чтобы ары қарайғы табыс табу үшін, жаңа этаптарға шығу үшін бұл нәрсе өте маңызды. Сондықтан да эфирде соңына дейін бөліп қараңыздар. Алла Тағала бұл сезімдерді бізге тектен-тек берген жоқ. Расымен де бұл сезімдер бізге керек жетістікке жетуде, жаңағыдай кез келген өміріміздің ситуациясына бұл сезімдер өте қатты керек. Бұл дегенің ашумен ашу ызамен алысып қажеті жоқ. Көп адамдардың қателігі осын қазір түсіне бастайсыздар эфирдің барысында, ашу ызаменен алысып кетеді. Ал оны алысып қажеті жоқ, просто саналы түрде ол нәрсеменен жұмыс жасап түсіну өте маңызды. Осы тұрғыда мен сіздерге ішкі және сыртқы агрессияны түсіндіріп бергім келеді. Бүгінгі эфиріміздің тақырыбы. Сыртқы агрессия да болады, бізде ішкі және сыртқы агрессия болады. Просто агрессивный адам деген нәрсе жоқ. Ол адамның агрессиясы сырттан немесе іштен. Сол адам өз-өзіне анализ жасау керек. Мендегі агрессия сыртқы немесе ішкі деген секілді өздеріңізге анализ жасап, өздеріңізді дер кезінде тоқтатып, ананы дұрыстап жұмыс жасатқыза алу керексіздер. Өте қатты көмектеседі. Өміріңіздің барлық сферасында көмектеседі менің айтқандарым. Сыртқы агрессия ол бізде уақыт, орын, адам деп үшке бөлінеді. Үш түрі болады. Сыртқы агрессияның үш түрі болады. Уақыт, орын, адам деп үшке бөлінеді. Енді осының каждыйына мен тоқталып өтейін. Сіздерге түсіндіріп берейін ашып, иә. Мысалға біз агрессиялық уақыт деп айтып жатамыз. Осы үш түрге бөлінеді, жаттап алыңыздар. Өте маңызды. Жұмыс істеп жүрген болсаңыздар да, отбасыңызда болса да, барлық кезеңдерде өте қатты маңызды. Енді агрессиялық уақыт дегеніміз, ол мысалға мынау біздің ковидтің кезінде елдің бәрі агрессивный болды. Агрессиялық уақыт болды. Тіпті мына ол кезде адамдар ауырып жатты, жақындарынан айырылып жатты, өзің ауырып қалмасам бекен деп, мұрнымыз иіс сезбей, дәм сезбей аузымыз, сондай бір кезеңдерде болдық та. Тіпті мына ауаның өзі ол кезде агрессивный болып тұрды сол заманда. Ковидтің кезінде 2020-21-дің басы, 20-ның соңы басы полностью біз ковидпен алысып жаттық. Жақындарымыз ауырып жатты деген секілді. Сол кезде міне сол уақыттарды біз агрессивный уақыттар деп айтамыз да. Что-то мен охватым төмендеп бара жатыр ша. Ну ладно.
Қайырлысы соңынан қосыла береді аудитория. Просто ол кейде уведомление толыққанды бәріне бармай қалады. Инстаграм деген бұл деген бот қой, бұл деген жұмыс жасап тұрған бот. Бұл кейде былай тұрады. Сол үшін мен как маркетолог қаншама жылдардан бері, сонау 2015-тен бастап маркетинг сферасында әбден қайнап пісіп болып көріп, осындай инстаграмның құлағында ойнайтынбыз ғой бұрын. Соның бәрін білгеннен кейін мен өте жақсы түсінемін инстаграмдағы каждый кнопканың не нәрсеге пайдалы, пайдасыз екенін. Сондықтан да қай кезде ақша табады, қай кезде адам ақша таппайды, оның бәрін уже бес саусақтай білетін болғаннан кейін сразу қарап жатқаным ғой, ойды бөліп. Жалпы міне агрессивный уақыт деген осы. Адамдарда агрессивный уақыттар болады. Тіпті бұл ол мемлекетте болмаса да агрессивный уақыт. Сол ковидтің кезін мысалға келтіріп жатырмын да, агрессивный уақыт деп. Дәл сол секілді отбасыда да болуы мүмкін ол агрессивный уақыттар. Яғни бір жақының, туғаның өмірден өтіп жатады, сол кезде сен қиналып жатасың, отбасыда қиындық болып жатады, жаңа банкрот болып жатады, өмірден біреу кетіп жатады. Солай отбасы қиналып қалады, агрессивный уақытқа түсіп қалады. Банкрот болады, одан қарызға түседі. Ондай да бір отбасына, ондай да бір мысалдарды, ситуацияларды жиі естіген боларсыздар. И агрессивный уақыт деген осы. Ал агрессивный орын деген, мысалға оны былай айта аламын. Біреуде место силы болады, күш жинайтын өзінің мекені болады, место силы деп айтады. Мысалға мен мынау қарама-қарсы өзімде парк орналасқан, Алматыдағы президентский парк, соның анау жоғар жағына барып, бүкіл мына таудың бәрінен былайынан тұрған кезде, қараған кезде тау тұрады, аспан, жаңадай жап-жасыл бау, бақша, жаңадай соның бәрін көрем. Қыстың күні аппақ болып тұрады, күздің күні сап-сары болып тұрады. Ананың өзі маған место силы, күш беретін мекен. Сол секілді адамдардың бәрінде место силы бар. Біреуде тау, біреуде өзінің туып өскен елі, және біреуде тау болады, табиғат болады деген секілді. Біреуде қала, мысалға менде место силы тау және Дубай қаласына барғанда сондай бір ерекше күшке енемін деген сияқты. Біреуде мешіт, біреуде үйі болады, өзінің қара шаңырағы үйі, біреуде ата-анасының үйі, біреуі туып өскен мекені, елді жері, тау сайы, сол бір күшті мекені болады. Біреуге теңіз деген секілді. Өзіңе күш беретін жерлерді білген секілді, сол секілді осындай күш беретін место силы сенің ана барған жерде мына дүниелік нәрселерден сені дүниелерді былай төмендетіп, сенің мынау іштегі рухыңды көтеріп тастайтын жер. Место силы деп айтылады да. Дәл сол секілді сені агрессияға тығатын да жерлер болады. Мен не үшін мысалға келтірдім, себебі место силы және агрессияға тығатын орындар болады, агрессивный орындар. Яғни ол мысалға сенің жұмысың болуы мүмкін, сен ұнатпауың мүмкінсің, ол жұмысты алдын бір кісі хабарласады, например, коллекторский компанияда жұмыс жасайды, енді таңнан кешке дейін ана жерде агрессивный орын, жұмыс орны агрессивный. Неше түрлі адамдармен, неше түрлі ситуациялармен қақтығысады, ана жерде ашуланады, ортасы, айналасы агрессивный. Ондай жерден кетейін десе кете алмайды, себебі ақша керек, табыс табу керек, күн көру керек деген секілді. Бірақ енді адам өзінің ойыменен, сол миыменен жұмыс жасайтын болса, ол ортадан да кетіп қалады. Агрессивный орында ортада болмайды, немесе ол нәрседен қорғана алады. Қазір түсіндіріп беремін оны да. Енді дәл осы секілді басқа да жұмыс орны болуы мүмкін. Кейде біреулерде агрессивный орынға ол даже өзінің үйі болып қалуы мүмкін да. Үйіндегі атмосфера, жаңа ата-анасы қырық пышақ болып қырылып ұрсып жатуы мүмкін, төбелес болуы мүмкін, ұру мүмкін деген секілді. Сол жерде ана баланың көзінде болсын, өзінің көзінде болсын, агрессивный орын болып қалыптасып қалады да, үйге келгісі келмейді. Кейде ер адамдар ана үйге қайтқысы келмейді. Әйелі звондайды, жаңа келген кезде миын ашту мүмкін, ананы істемедің, мынаны істемедің деген сияқты, күні бойы ана өзіндегі жиналып қалған агрессиясын барып жаңағы күйеуіне құсып жіберу мүмкін деген дейді. Сол кезде ана еркек те өзінің үйіне келуге асықпайды. Себебі ер адам оны байқамайды, но ол орын агрессивный болып тұрады. Әйелінің қасы агрессивный болып тұрады. Сондай кезеңдерде бар. Ондай өте көп историялар. Себебі күнде қаншама адам жазады. Мына эфирдің өзінен де кері байланыс ретінде қаншама адам жазады. Расымен де мен қазір инстаграмға былай особо уақыт бөліп бүйтіп отыратындай, жаңағыдай стористерді бүйтіп активно жүргізетіндей де уақыт тапшы болып жатыр. Сол себепті максимально өзім жаңағы дайректте жазған кезде сөйлесіп, қаншама историяларды естіп жатамын. Сол кезде адамдардың өзі де агрессивный болып жатады. Жаңа айттым ғой, агрессивный уақыт бар, орын бар және адам бар деп. Сол адамның агрессивный болғанынан жаңағы
орын агрессивный болып кетеді. Сол орын агрессивный болған кезде ана отбасы мүшелеріне агрессивный уақыт туындап кетеді да. Сол үшін как бәрі бір-бірімен как цепочка жүреді. Сол үшін де адам өзін әуелі ашу ызасын тыюдан басталады. Қазір техникалар, нақты инструменттерін берем, соны өзіңіздің өміріңізде қолданыңыз. Керісінше сіздің үйіңіз, күйеуіңіз сіздің қасыңызда жүрген кезде сізден бір сила алатындай, күш алатындай, энергия алатындай болу керексіз. Сіздің үйіңіз, отауыңыз бір место силы болу керек. Сіздің айналаңыз агрессивный емес, позитивный орта болу керек. Дәл сол секілді жаңағы агрессивный орын адам қарызда жүру мүмкін, ол үйде ауырып жату мүмкін, банкрот болуы мүмкін деген секілді. Дәл осы секілді басқа да жерлер бар. Жаңа жұмыс орны деген сияқты әркімде әртүрлі агрессивный орын бар, агрессивный орта бар деген секілді. И агрессивті адам бар. Жаңағы сыртқы агрессия үшке: орын, уақыт және адам деп. Енді бір қиындықтан қиындық шығып, жаңа ақша жоқ болып, банкрот болып, күйеуімен ренжісіп, құрбы бауырымен ренжісіп, жаңада бала шағасы ауырып сөйтіп жататын әйелдер де бар да. Ол уже өзін қалай агрессияға түсіп қалғанын білмей қалады. Негізі адам жалғыз бір өзі жүріп агрессияға түспейді. Оны агрессияға түсіретін адамдар болады. Айналасындағы адамдар агрессияға түсіреді. Атак адам өзі таңда кетті, жұмысына барды, кешке келді, үйге келді, шай тамағын ішті, жатты, ұйықтады, тұрды, қайтадан сол нәрсесін жасап жүрген адам, жалғыз адам, оған ешкім атака жасамайды. Оған обязательно айналасындағы бір адам агрессия туындырады, айналасындағы адамдар туындатады. Яғни адам өзі жалғыздан жалғыз агрессияға түспейді. Просто мынандай бір мақал бар ғой: итпен ұйықтасаң, битпен оянасың деген сияқты. Бізде сондай бір мақал бар. Итпен ұйықтасаң, битпен оянасың. Сондықтан да айналадағы адамдарға өте қатты фильтр қойыңыздар дегенім сол. Алдынан бері барлық эфирлерімде айтамын ғой, айналаңызға мұқият болыңыз, фильтр қойыңыз деген секілді. Мен айналамда да көп адам жоқ, араласатын тек қана өзімнің шәкірттерім бар. Олардың өзінде де арнайы субординация сақтаймыз деген сияқты фильтр бар определенный. Негативке жол бермеймін, агрессияға жол бермеймін. Максимально бәрін на позитиве реттеуге тырысамын. Сондықтан да адамды үрлеп жіберетін, жетелейтін де үф деп үрлеп жіберетін де, ашу ыза қарай үф деп жіберетін де, отты үф деп үрлеп жіберетін, немесе соны суды өшіріп алға қарай жетелеп жіберетін де адамдар болады айналасында. Бәрі жақсы, бәрі керемет, Аллаға шүкір, бәрі керемет болып жатыр деген кезде, жаңа отбасың бәрі керемет деген кезде, айналаңда бір подругаң, немесе анаң, немесе құрбың, жаңағы сестренкаң біреу шығады да жаңағыдай: қойшы осы байыңды, сен-ақ осы асырап жүресің, ол түк бітірмейді ғой деген кезде, немесе 20 жыл бойы осы байыңмен алыстың, енді тағы 20 жыл алысайын деп жатсың ба, жұмысың осы, кәсібің сенің ашып алдың, 1,5 жыл болып жүрмей жатыр, түк те пайдасын әкелмейді, керісінше минусқа кетіп баратсың ғой деген кезде, ана агрессия сенің уф деп бүйтіп отырған жеріңнен ана өртеп жібереді, үреп жібереді. Сол кезде ана агрессивный адам одан сайын агрессивный болып кетеді. Сол үшін де фильтр өте маңызды. Айналаңыздағы сіздің адамдарыңыз жаңағыдай агрессивный адамдар ма, агрессия создавать ететін адам ба, немесе позитивный, керемет, көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын адамдар ма, сол нәрсеге қатты мән беру керек боласыздар. Себебі жаңағыдай бір сөзбенен үрлеп жіберген кезде быт-шыт болады ғой, жаңағыдай әдемі болып отырған, ұйып отырған отбасыны бір-ақ сәтте бүйтіп жойып жібере салады. Дәл сол секілді әдемі кәсібіңді жүргізіп жүрсін, бәрін жасап жүрсін, айналаңдан жаңағыдай бір адам келді да, ой, сенде конкуренттер көп қой, қазір қалай болып жатыр бизнесің, бұл салада конкурент көп деп естідім, анау-мынау, сен 1,5 жыл болды ма жасап жатқаныңа, неге сенде ондай қатты табыс жоқ, ана кім бар ғой сөйтіп істеп жатыр деп біреу адам кеп деп үрлеп жіберетін болса, бітті ғой анау жерде. Ана адам ертесіне сразу өзінің кәсібінен жаман нәрсені көреді. Мен как будто кәсібімде конкуренттер көп секілді, жұмысым жүрмей жатқан секілді. Шынымен менің неге кәсібім жүрмейді деген секілді адам ананы негативке қарай алып кетіп қалады. Сол үшін де айналаңыздағы адамдарға өте қатты фильтр болыңыздар. Фильтр болған дұрыс. Ал мен сіздерге айтатыным, наоборот, позитивте өмір сүріңіздер. Жақсы жаққа қарай ұмтылыңыздар, күшті болыңыздар. Жаңа позитивке шақырам, күнде таңертең, таңғы уақытта 1 сағаттарыңызды бөліңіздер. Бүкіл күндеріңізге керемет настрой болады деп, мен сіздерді керісінше позитивке шақырам. Себебі бір-бірлеріңізді
жаңағыдай агрессияға кіргізбесе екен, наоборот позитивте болса екен деген мақсатта мен сіздерге күнделікті таңда шығып 14 күндік бір эфир марафон өткізгім келіп жатыр. Әрі бұл білімнің хақысы, себебі мен үздіксіз білім алам. Кеше де айттым ғой, соңғы осы тағы да білім алып жатырмын 2 миллионға. Сонда жаңағыдай барлығының ортасында жалғыз ғана қазақ мен болып отырмын. Сап-сары, бәрі ойлайды мені орысша судыратады деп. Жоқ, ағылшындардың ортасында, орыстардың ортасында жап-жалғыз қазақ сап-сары болып отырған мен ғанамын. Сонда соншама білімді аласың, оны жинай бергеннен түк те пайдасы жоқ. Жаңағыдай мен именно бөлісетін білімдерді алам. Жаңағыдай өзім үшін алған білімдерді өзім үшін қолданамын. Ал бөлісуге болады деген білімдерді мен бөлісуге болады деген білімдерді алып, соны бөлісемін. Ондай білімнің өзінің ақысы жоғары болады. Мысалы, 2 миллионға аласың ба, оны бөлісуге болады деген білім. Ал өзің үшін алған білімдер, ол 500 мың, миллион 500 сондай болуы мүмкін да. Ал бөлісетін білімнің ол кезде уже адамға бөлісудің форматтарын, адаммен жұмыс жасаудың форматтарын айтады. Мысалы, мен коучингтегі білімді бөлісуге рұқсат бермеймін, себебі ол өзі үшін. Ал коучингті толыққанды сондай форматта өзі үшін басқаша үйреніп, адамдармен дәл солай жұмыс жасағыңыз келсе, оның ақысы уже бөлек болады. Дәл сол секілді менің қазір сіздерге айтып жүрген білімдерім, ол мен бөлісу үшін алған білімдерім. Себебі тренер болуға, коуч болуға, оның арнайы оқытатын жаңағыдай форматтар болады. Адаммен жұмыс жасаудың форматы болады. Адам бір сөз айтқан кезде оған дұрыс жауап бере алу деген секілді. Оның ситуациясын түсіну. Қазір эмоциональный болып тұр ма, или өзінің миына таяқ жеп жүр ма, не болып жатыр деген секілді, ол адамға спокойно анализ жасай алуға әсер етеді. Сондықтан да енді адам мынау агрессивный уақытта, агрессивный ортада, агрессивный адаммен араласатын болса, осы үшеуінің ортасында жүретін болса, яғни адам даже өліп кетуге дейін барады ғой. Адам даже өліп кетуі әбден мүмкін дейді да. Жаңағыдай агрессивный уақытта, агрессивный ортада и агрессивный адамның қасында жүрген кезде адам даже өзін суицидке дейін апарады. Сол нәрсені түсіну керексіздер. Енді агрессивный уақытта адам көп жүретін болса, уақытта, орында, адамның ортасында адам жаймен стресске кете бастайды, стресс бола бастайды, өз-өзінен стресске бата бастайды. Одан ары қарай бізде депрессия, оның соңы уже суицидке дейін алып кетеді. Сол үшін де адам өзін всегда анализ жасап жүру керек. Мына бір сұрақтарды өздеріңізге қойсаңыздар болады. Мен қайда жүрмін? Мен кіммен жүрмін? Не істеп жүрмін? Қайда жүрмін? Кіммен жүрмін? Не істеп жүрмін? Жаңағыдай ойымда, бойымда, айналамда не болып жатыр деген сұрақты өздеріңізге қойып анализ жасау керексіздер. Солай бүйтіп шақ етіп өздеріңізді оятып, осы болып жатқан ситуацияларға анализ жасамасаңыздар, кетіп қаласыздар. Стресске, депрессия, оны артта жағы жаман дүниелерге алып кетіп қалады. Сол үшін де мен қайда жүрмін? Кіммен жүрмін? Не істеп жүрмін? Айналамда, ойымда, бойымда, жаңағыдай айналамда бәрінде не болып жатыр деген сұрақты өздеріңізге қою керексіздер, анализ жасау керексіздер. Саналы түрде ойланып, өздеріңізге сұрақ қойған кезде, анализ жасаған кезде, уже кімді оқып жатырмын, қайда қарай бара жатырмын, кәсібім не болып жатыр, мына парақшам не болып жатыр, жаңа продажам не болып жатыр деген секілді анализ жасап, сен соның барлығын түсініп отыру керексің. Адам анализ жасап өзіне дұрыс сұрақты қойған кезде нақты жауаптарды да өзінің ішінен алады. Біздің миға дұрыс сұрақ қоюымыз ол жауабымыздың 50%-ын құрайды. Сол себепті де всегда адам өзіне дұрыстап сұрақ қоя алу керек. Өзің бір агрессияға салып қойған болсаң, анализ жасада шығар сол агрессиядан. Енді адам жаңағыдай түсіну керек та, мынау сыртқы агрессия, мынау орта, уақыт, адамдар, оның барлығы сыртқы агрессия. Сыртымызда болатын құбылыстар, сырт жақта болатын. Ал оны қорғау үшін адам өзін мынандай неге коконға салып қою керек. Ойша айтып жатады техникаларды алтын жұмыртқамен қаптап қою керек деген сияқты. Немесе дұғаларменен оқып, сүрелермен оқып, өзін былай сондай бір коконға қаптап қою керек. Егер адам өзін солай қорғай алатын болса, егер солай қоршай алу керек та. Бізде де бұл жерде біздің қаруымыз, сол защитамыз, жаңағыдай мында түртіп аламда, мысалға защитамыз дұға деген сияқты жазып алам. И біздің защитамыз сол дұғамыз. Мұсылманның қаруы сол дұғасы деп айтып жатады. Мынандай бүйтіп коконға өзімізді Алланың мейірімі, махаббатына бүйтіп
қоршап орап алсақ та болады. И әрдайым сол агрессивный адаммен алысып, сол орынға кіріп, сол ортада жүріп, сол ситуацияның ішіне кіріп кетіп, уақытта агрессивный болып жүрген кезде уже адам агрессиямен күресем деп жүріп өзін жұтып жібереді. Сол үшін де адам всегда өзін қорғай алу керек. Кокон бар деген сияқты. Немесе мына бізде айтады, агрессиямен алысып керек жоқ, просто оныменен жаңағыдай түсіну керексің. Сенде что агрессивный уақыт, агрессивный орта, агрессивный адамдар болып жатқанын, және соныменен просто түсініп, соны қабылдап, оныменен ойбай деп күресіп, ойбай ана агрессивный адам келді деп өзіңді жаңағыдай жеп, не болып жатыр деп ситуацияның ішіне кіріп, адаммен бет жыртысып, ұрсып, оны доғарып тастап, лучше сразу жаңағыдай өзіңді психологический тұрғыда қорғай алу керексің. Оны мына біздің психологияда айтады, мынау Михаил Литвак дегеннің кітабы бар да, психологический айкидо деген кітабын оқып көрсеңіздер болады. Және бұны Ирина Хакамада көп айтады, жаңағыдай психологический айкидо деп. Яғни адам өзін елестетесіз де, сол жаңа агрессияны өзіңізден итересіз, шегінесіз артқа қарай, итересіз. Жаңа агрессивный уақыт өзіңіз ойша визуализация арқылы оны психологический айкидо жақсылап сол кітапты оқысаңыздар, немесе интернеттен просто психологический айкидо деп іздесеңіздер шығады. Сол жерден қарап аласыздар. Ана техниканы үйренген кезде, айкидо техникасын меңгерген кезде адам өзін напряжениядан сақтап қалады. Өзін жаңағыдай напряженияда жүрген адам сразу өзін сақтап алады. Сол үшін де ана адам келді, агрессивный адам болып тұр, агрессивный уақыт болып тұр, агрессивный орта болып тұр. Ол кезде адам өзін былай шегініп артқа қарай жаңағыдай сол ситуацияның барлығын өз-өзіңмен жаңағы айналамен емес, өзіңмен күресу керексің. Жаңа визуальный елестетесің да, сөйтіп оны түсініп өзіңнен итересің ары қарай, шегінесің артқа қарай. Бір ойша бір перде қойып аласың осы ортаға, солай жаңағыдай ол адамды бүйтіп ситуацияның барлығын ысырасын. Өзіңе жақындатпауға тырысасың. Ойша ол нәрселер, ол ситуациялардың бәрі менен алшақтады. Мен қазір өзіме бір әдемі коконға орап жатырмын. Алланың мейірімі мен махаббатына орап жатырмын деп көзіңді жұмып соның барлығын елестетесің. Кәдімгі мен сразу қаншама медитациялардың бәрін жасап жүргеннен кейін, техникалардың бәрін жасап жүргеннен кейін, мен сразу уже жасап кетемші ананы. Мынау көзім жұмам ба, қазір айтып жатырмын ба, сразу мен ойша уже өзіме былай қоршау жасап отырмын да, сразу шақ еткен кезде мен сразу сол техникаларға кіріп кетем. Себебі әбден түрлісін жасап, ана ұстаздан, мына бір техникалардың бәрінен істеген кезде күшті болып қалдым қазірдің өзіне сразу жасап. Кәдім көзіңді жұмып, Алланың мейірім махаббатыменен мен өзімді сондай бір жаңа агрессивный орыннан, ортадан жаңағыдай алшақтатамын. Бұл да бір техника. Просто өздеріңізді қоршау. Коконға салсаңыздар да болады, алтын жұмыртқаға салып қойсаңыздар да болады. Жұмыртқамен былай өздеріңізді қаптап атқан секілді. Ана көбелектер болады, өздерін бүйтіп коконға бүйтіп салып алады, әдемі қылып. Дәл сол секілді жаңағыдай өздеріңізді бүйтіп қоршап алыңыздар. Өздеріңіздің аураларыңызға ешкім сырттан келіп, еш нәрсе жасай алмайтындай етіп, көздеріңізді жұмып сол техниканы жасасаңыздар да, ол сіздердің өмірлеріңізге орасан зор үлкен пайдасын тигізеді. Дәл осы техника сізді агрессивный адамдардан, агрессивный ортадан, агрессивный уақыттан сізді бір-ақ сәтте суырып алып шығады. Сіздер осыны түсіну керексіздер. Түсінікті ғой? Агрессияны айтып жүрген жаңағыдай айтып жүрген сайын ол көбейе береді да. Бізде мына қазақта бұрын біздің әжелеріміз айтқан ғой, әйел адам, енді жануар жәндіктерді айтады, балалайды депші. Бірақ әйел адам да баланы дүниеге алып келгеннен кейін балалайды дейді. Именно әйел адамның айтқан сөзі балалайды деп айтады екен да. Апалар, бұрын әжелер солай айтқан, қазақтың дана әжелері. Әйел нені айтса, сол нәрсе балалайды деп. Жақсылықты айтса, жақсылық балалайды, жамандықты айтса, жамандық балалайды, агрессияны айтса, ол да балалайды, жамандық бәрі. Әйел не айтады, сол нәрсе болады деген секілді. Тіпті сол себепті бұрын суық хабар болған кезде жаңағыдай соған әйелдерді араластырмаған. Әйелдерге емес, үлкен суық хабарды тасушы да ер адамдар болған. Әйел адамға жеткізгісі келмеген, бірінші болып ол естімегенін қалаған. Үлкен ер кісілер, аталар, сондай ақыл тоқтатқан ақсақалдар келіп сондай суық хабарды жеткізетін болған. Және оны ер адамға жеткізген, ер адам арқылы жаңағыдай әйел адам үйінде біліп жатқан. Сондай біздің негіз айттым ғой, қазақ деген сондай бір дана халық болған.
болғанбыз. Сол айтады ғой, сондай бір королевалар, қазақ дегендер өздерінің кім екенін білсе, давно уже жаңағыдай әлем басқарар еді деп, сондай мықты күші бар деген секілді. Сол секілді мынау Инстаграм, қазіргі мына біздің күнделікті кіріп жүрген Инстаграмымыз, ТикТок бәрі өте агрессивный орта деп айтайын да, агрессивный орта, агрессивный адамдар. Яғни сен ол жерге, мен мысалға определенный уақыттарда кіремін, тіпті Инстаграм менен ТикТок дегеннің уведомлениясын, тіпті WhatsApp-тың бүкіл негізі тек звоноктан басқасының уведомлениясын барлығын өшіріп тастағанмын. Сообщение, жаңа звонок бар, және өзімнің жеке WhatsApp-ым бар, который туған туыс басқалармен сөйлесетін, сол ғана қосылуы, қалған мына жақтағы рабочий, басқасы бәрі менде мынау телефон бәрі өшіріле тұрады. Тек қана звонокта ғана уведомление бар, қалған бәрін өшіріп тастағам. Маған онда лишний ақпарат, артық ақпарат керек жоқ. Мен өзім білем, бір күнімді қалай жоспарлау керектігін, қалай жасау керектігін бәрін біліп отырғаннан кейін артық уақытымды құртқым келмейді. Инстаграмда вообще артық отырмаймын. Редкий случай ол. Жаңағыдай қарап, и то мен өзімнің Инстаграмда бар жаңа интерестеріңді белгілеп қоясың, қандай интерестерің бойынша алдыңнан видео шыққанын қалайсың. Маған андай жаңалықтар, негативный ақпараттар онда ешқандай шықпайды, потому что мен өзімнің интерестерімді Инстаграмда бар кнопка, оны көрсету керек болады енді сіздерге айтқан кейін. Сол жерден интересы қарап шұқылап көрсеңіздер, настройкада бар, сол жерден белгілеп қойған. Тек қана саморазвитие, психология, осы деген сияқты даму, рост, жаңағыдай сондай ақша, сол нәрселерді ғана белгілеп қойғаннан кейін менің Инстаграмымнан да, ТикТогымнан да тек қана сондай ақпараттар шығады. Ал то, что негативный дүниелерді мен жасағым келмейді. Мен алдын айттым сіздерге, адамда екі түрлі тағдыр болады. Осы біздің қазіргі сүріп атқан тағдырымызды перепрограмма жасауға болады. Екі тағдыр. Біріншісі қадар деген тағдыр, қадар деп айтады. Ол мынау біздің туып өскен өлкеміз, өзгерте алмайтын тағдырды қадар деп айтады. Ол мына біздің туып өскен өлкеміз, ата-анамызды өзгерте алмаймыз, қанымызды, резус факторды, руымызды, нациямызды өзгерте алмаймыз. Никак өзгерте алмаймыз. Осы өзгерте алмайтын дүниелерге біз әсер ете алмаймыз. Ал мынау екінші тағдыр, ол біздің мынау күнделікті сүріп жүрген өміріміз. Оны перепрограмма жасауға болады. Саған қалай ұнайды, солай подстраиваться етуіңе болады. Бұл қазіргі сүріп атқан өміріңді, уақытыңды, ортаңды, бәрін сен таңдайсың оны. Сен сондай выборды бересің. Саған кеп біреу агрессиясын шашуға, саған кеп біреу жылауға, зарлауға, немесе жаңағыдай сенен кеп жаңағыдай көмек сұрауға деген сияқты, немесе сенімен бірге бай болғысы келетін, сенімен бірге өскісі келетін, дамығысы келетіннің барлығын сен өзіңе өзің тартасың. Перепрограмма жасай алу өте маңызды. Адамның алдында осы тағдырдың екеуі, қадар деген тағдыр, ол туылған күнің менен өлетін күнің белгілі, бірақ Алла тағаланың жаңағыдай жеткізеді. Осы жаңа ғұлама ғалымдардың айтқаны бойынша былай келгенде, адам өзінің мына сүріп атқан тағдырын перепрограмма жасайтын болса, Алла тағала оған ұзақ ғұмыр береді деп. Ал таңы атады, кеші батады, не істеп не қойып атқанын өзі білмейтін, жаңағыдай не тірлік жасамайды, не басқа қылмайды, әшейін сүйретіліп жүрген адамдардың барлығын Алла тағала өмірін ерте алып кетеді деген сондай бір нені оқығанмын, бір кітаптан оқығанмын. Осы жаңа қырғыздардың бір орысша, негізі Қырғызстаннан келеді осындай діни мықты кітаптардың бәрі. Сонда сол жерден оқығанмын. Сонда айтады да, тағдырда сол екі тағдыр болады, адам сол өзінің тағдырын перепрограммалай алады. Сол үшін де мына Инстаграм мен ТикТок өте агрессивный орын, ол нәрседе өздеріңізге позитивный, пайдалы нәрселерді ғана қалдырып, негативный нәрселерден жіберіңіздер. Енді қараңыздар, сіздер жаңағыда Инстаграмға кірдіңіздер, бір пост салдыңыздар делік, мысалға оған лайк кеп жатыр деген сияқты, 200 лайк, каждыйын қарап шықтың, каждый комментарий жазды, каждыйына жаздың, дайректке кеп жатыр, дайректке жаздың деген сияқты. Былайша айтқанда екіэтажный здание деп елестететін болса, соның 200 лайк па, сен екіэтажный зданияның 200 кабинетіне кіріп шықтың деген сияқты да. 200 кабинетіне кіріп шығып, көріп, не бар, не жоқ, бәрін біліп шыққаннан кейін, каждыймен сәлем қалайсың деп шыққаннан кейін, не болады сен соңғы екіэтажын бәрін аралап шыққаннан кейін?
өлімсе болып өлесің де қаласың, ана жерде шаршайсың. Сондықтан да постыңызды салдыңыз ба, салып болып шығып кете салыңыз. Жаңағыдай стористеріңізді салдыңыз ба, болды шығып кетіңіз. Продажа кезінде енді менеджерлер отырсын, болмаса өзіңіз продажа жасайтын болсаңыз, онда определенный уақыттар сайын кіріп отырыңыз. Бірақ постоянно ана жерде отырған сайын агрессия одан сайын өшіп кетеді. Тіпті мынау мен айтам ғой, мен мысалға жолдасымнан гүл алғандарымды бәрін көрсетем, но бірақ оның арт жағында оның басқа да жақсылықтарын да осылай эфирде айтам, стористерде бөлісем деген секілді. Тек қана елдің байы бай, менікі бабай деп емес, жаңағыдай еркегіңнің саған жасап жатқан жақсылығы одан да көп болуы мүмкін да. Бір гүлмен, бір сыйлықпенен шектелмей қойсын. Мысалға, мен де мысалы көрем ғой, бренд сыйлап жатады, мен де күтетін шығармын ол нәрсені, бірақ маған одан да құнды нәрселер бар да. Ол да болады уақыт сәтіменен, мен оны да алып беретініне мен сенемін жолдасыма. Главный, гүл ол көңіл күй, ал гүл бермей жатса, ол саған өте үлкен қолдауын беріп жатқан шығар. Сондықтан ол еркектің өзіне, еркек пен әйелдің қарым-қатынасына да осы инстаграмдағы жаңағы рилстар, публикациялар қатты әсер етіп кетеді. Жай ғана кәдімгідей еңбек етіп, осы отбасымды асырайын, бала шағамның асырайын деп жүрген еркек, жұмысқа таңда кетіп кешке келіп жүрген еркегіңе деген ойыңды құртып жібереді ғой. Сол үшін де өздеріңізде мына жерде фильтр болу керек. Менің еркегім зато мен қолдай алып жатыр, мені жаңағыда қорғай алып жатыр деп. Бүгін как раз ер мен әйелдің психологиясын өткен болатын таңғы сабақта. Адамдарға түсіндіріп бердім. Сонда жаңағыдай әйел адамдардың көпшілігі ер адамдардың мойындамайды ғой, былайша айтқанда. Мен ақылдымын деп өмір сүреді да көп әйел адамдар. Еркегіне мойындамайды, әйел адам біздер сезім. Еркек шешім. Оны да осы алдағы күндерде сіздерге түсіндіріп беремін. Ол қалай, өзімдегі мысалдармен бәрін түсіндіріп беретін болам. Сонда әйел шыдамсыз, біз шыдамсыз келеміз да, анан бұқ етіп, тисе терекке тимесе бұтаққа деп тарс етіп сөйтіп тастаймыз. Ал ер адам ол табиғатынан сондай сабырлы, бір нәрсені көрді, соған байыппен ойланып, жаңағыдай мың толғанып сөйтіп жететін адам. Еркектің миын Алла сөйтіп жаратып қойған, жаңағыдай ол ойланып жатыр ма, істей алмайды, әрекет ете алмайды. Әрекет етіп жатыр ма, ойлай алмайды. Ал әйел адам ауызы сөйлеп жатады, ана жерде бір нәрсені тоқып жатады, немесе тық турап жатады, тігіп жатады деген секілді әйелдің қолынан келеді. Жаңада үйді жинап жүріп біреумен сөйлесіп жатады деген сияқты. Ол біз әйелдердің миында ғана бар да, ондай жаратылыс Алладан келген кезде. Сіздер хотя бы ана зерттесеңіздерші, мен айтқаным бір аспаннан келіп жатқан бір күшті жаңалық сияқты болмасын, сіздер кішкене адамның нейробиологиясы, анатомиясы, миының құрылысы, мидың жұмысы деген нәрсені зерттейтін болсаңыздар, мен айтқандарымды түсінесіздер. Қандай күшті. Сол кезде байларыңызбен де қырылмайсыздар, ұрыспайсыздар, енемен де, басқамен де, коллегамен де, бастықпен де, құрбымен де, айналадағы адамдармен де, инстаграмдағы ешкіммен де ұрыспайсыздар, қырылмайсыздар, негативте болмайды. Адамның миын түсінген кезде, миының жаратылысын түсінген кезде. Сондықтан ер адамды ол жерде мойындау өте маңызды. Көп адам өзінің қайын жұртын мойындамайды. Көп әйел адам қайын жұртын мойындамайды. Жаңағыдай, ой, мен кереметпін дейді. Осыларға тиіп әбіршіп кеттім, наоборот дейді да. Наоборот, ол жерде жүрген сен өзің ойланып көргенсің. Неге мен осылай әбіршіп кеттім деген сияқты. Себебі көп әйелдер қайын жұртын мойындамайды. Олар какашка, мен күшті, олар білімсіз, мен ғана білімдімін, мен кереметпін деген нәрсені айтады. Себебі басында өте үлкен корона бар, эго бар, эго. Клеопатраның коронасы сияқты өте үлкен корона бар. Бірақ Алла Тағала сол бір коронаңды сындырмай қоймайды. Соны түсіну керексің. Себебі жаңағыдай ақшамен, әйел адам эгосы көтеріліп кеткен кезде бірінші болып ақшамен сыналады ғой. Мен оны өзімнің басымнан өткізгенмін. Кезінде сол қайын жұртымды мойындамай, еркегімді мойындамай, жаңағыдай өзімше болған кезде, өзім деген кезде ақшаменен сыналып үлкен қарыздарға кірген болатынмын. Бірақ енді оны бір убеждение деп қабылдап алмаңыздар. Просто еркекті сыйлап, жаңағыда еркегіңізбенен қарым-қатынасты реттеген кезде бәрі реттеле бастайды. Себебі ол уже Құранда да жазылды ғой, жаңағы әйел адамның жұмағы ол ерінің разылығында деген нәрсе бар да. Сондықтан да бәрі бір-бірімен связаны. Мен әйелдерге айтып жатқаннан кейін ол тақырыпты айтпай өте алмаймын. Так, енді мына жерде мен айттым, жаңа әжелеріміз әйел балалайды деп айттым. Одан кейін Инстаграм, ТикТокта айтып кеттім, агрессиядан сақтаныңыздар. Және мынау осы сыртқы агрессиядан бізді сақтайтын өзімізге жаңағыдай осы сырттан келетін әңгіме бар ғой, орта бар, басқа бар, оны өзімізге тартып аламыз ғой. Жаңағыдай агрессивный адамдарды
агрессивный ортаны, ситуацияларды бәрін негізі өзімізге өзіміз тартып аламыз. Жаңағыдай сен отырсың, бір коллегаң келіп, немесе бір кәсібіңді жүргізейін деп жатсың да, ана адам келіп саған бір нәрсені айтып кетеді, негативный, агрессивный бір нәрсені айтып кетеді, оны негізі бейсаналы түрде өзің шақырып жатқаныңды түсінбей қаласың. Сондай кездерде жаңағыдай абысының келеді, абысыныңмен ренжісіп жатады, біреу енесімен ренжісіп жатады, біреу басқасы подругасы деген сияқты. Сол кездерде сіздер түсіну керексіздер, өз-өздеріңізді және қорғай алу керексіздер. Сыртқы агрессиядан жаңағыдай қорғайтын екі метод, ол мынау психологический айкидо. Соны оқыңыздар, қараңыздар, визуально өздеріңізді шегіндіріп ананы итеріңіздер. Негативті агрессияны бәрін өздеріңізден итеріп, аураларыңызды таза ұстауға болады. И және екіншісі жаңағыдай кокон орап алыңыздар. Көбелектер секілді өздеріңізді бір алтын жұмыртқаға қоршап алсаңыздар болады. Енді көп жағдайда мынау жаман агрессияның бәрі жаңа деңгейдің алдында, байқайсыздар ма, жаңа деңгейдің алдында шығады да. Себебі мынандай нәрсе ғой, біз жақсы ақша жағынан өскіміз келеді, жұмысымыз жағынан өскіміз келеді, керемет келесі бір уровеньге өскіміз келіп тұрады да. Сол кезде байқасаңыздар, сол кезде пайда болады мынау агрессияның барлығы. Себебі біз ол нәрсеге әлі лайық болмай тұрамыз да. Жаңағыдай өзіміздің бойымызда бір какашкаларымыз бар, басқа бар, боғымыз бар, бықсығымыз бар. Сонымен жаңағы керемет уровеньге, келесі бір уровеньге өтуге дайын болмай жатамыз. Сол кезде мына агрессия деген нәрсе алдымыздан шақ етіп шыға келеді. Сол үшін де жаңағыдай психологтар айтады, просто сол кезде жаңағыдай лайық болмай жатқанымыз, жаңағыдай особенно адамдардан келеді деп жатырмын, айналадан. Ол адам, тыныш жүрген адам жайдан-жай агрессивный болып кетпейді, оған айналасы әсер етеді. Сондықтан психологтардың барлығы айтады, адам, сол бір адам саған дәл қазір келгеніне қуанасың. Пройдет годы, жылдар өтеді, сол адам өміріңнің сол кезеңде саған келгеніне сен қуанасың дейді да. Сондай өміріңнің сол кезеңде сенде сондай ситуацияның болғанына сен қуанасың дейді. Естіліп тұр ғой, бәрі? Кері байланыс жасап жеріңіздерші? Или кіріп шығып жатқанға мен естілмей жатыр ма деп ойлап жатырмын ғой. Мен осындаймен күніне 1 литр ғой. Осы менен күніне 2-2,5 литр ішіп тастайды екем су. Су көп ішесіздер ма? Су көп ішу керек. Бәрі жақсы дейді, жақсы. Түсінікті, сондықтан да мына психологтардың айтатыны осы психологический айкидо, жаңағыдай кокон, бәрі менен сен өз-өзіңді қорғап алу керексің. Ол күйеу болуы мүмкін, ол подруга болуы мүмкін, ол жаңа ене болуы мүмкін, ол басқа болуы мүмкін. Ешқандай да ол жайдан-жай сенің қазіргі өміріңде, сенің қасыңда ол адам келіп жатқан жоқ. Значит, сен жаңағыдай не дейді, дәлет көбейіп кетеді ғой дейді. Не ол? Түсінбедім. Өшіре салайын, сосын соңынан қоясыздар сұрақтарды. Болды, естіліп тұр екен ғой. Сонда психологтардың айтатыны жаңағыдай пройдет годы дейді, барлық айтады. Бүкіл коучтар, психологтар, нейробиологтар, ғалымдар, философтар бәрінің жазғандарында, жазбаларында бәрінен қарайтын болсаң, жылдар өтеді. Сол адамның сен өміріңде болғанына рахмет айтатын боласың. Дәл сол кезеңдерде, өміріңнің сол қиындықтарында, немесе өміріңнің сол қуанышты сәттерінде сол адамның болғаны, саған қайта пайдасының болғанын сен түсінесің деп. Қазір көп адамдар, осы адам болмағанда ғой, мынандай ғой деп айтуымыз мүмкін, бірақ оның барлығы тектен-тек емес. Ертең сен алғыс айтасың. Қазіргі ситуациядан просто сені келесі уровеньге дайындап жатыр. Осыны айналаңдағы негатив айтатын, жаңағыдай жаман сөз айтатындар, сені қайшылайтын адамдардың бәрі үф деп үрлеп жіберетін сенің отыңды. Ондай адамдар өте көп, және ондай адамдарға ертең алғыс айтатын боласыздар. И сосын жаңағыдай мен бүйтіп айтады екем да, дәл қазір сенің жаныңды қинап отырған адам, ол сені по-любому келесі деңгейге көтеретін от секілді деп ше. Ракета аспанға ұшатын кезде бәріміз білеміз. Ракета қандай от шығарады астынан. Енді ананы видеосын көргендер, бәрін білсеңіздер, мен бұрын сондай айға ұшқым келеді дейтін арманым болатын бала күнде. Сол кезде ана ракетаның несін өте көп көргенмін видеоларын. Сонда ана ракета қандай күшті от қалдырады астында. Сол сияқты да
ана бір адам үф деп үрлеп жібермесе астыңнан кейде жаңағыдай сенің бойында уф деген агрессияны көрсетемін мен оған дейтін бір андай нені туындырып жібермесе, біз өзіміз өспей жаңағыдай келесі уровеньге өтпей де қалуымыз мүмкін. Сондықтан да айналаңда жолыққан негативный, агрессивный адамдардың барлығы, агрессия шығаратын, саған агрессияны тудырған адамдар, олардың барлығы сені келесі уровеньге шығаратын адамдар. Сен солай түсіну керексің. Менің отым келесі деңгейге шығаратын, бұл менің отым деген нәрсені түсіну керексіздер. Және жаңағыдай психологический айкидоменен жаңағы коконды жасау керексіздер. Сыртқы агрессиядан құтылудың жолы осы. Сыртқы агрессия деген осы. Орта адамдар жаңағыдай уақыт солай бөлінеді. Түсінікті ғой? Ал енді біздің ішкі агрессиямыз бар. Іштегі агрессия. Адамда сыртқы агрессия және ішкі агрессия болады. Но іштегі біздің агрессиямыз ол біздің ашу ызамыз. Ашуланып тұрамыз, ызаланып тұрамыз, иә? Ал іштегі агрессия негізі ол өте үлкен күш. Өте үлкен орасан мықты күш. Жаңағыдай, мысалы мен оған мектеп кезінде айта аламын да. 6-шы сынып кезім, мен андай бір ерекше бір киімге құмар болдым сол кезде. Әдемі киінгім келетін, сөйтіп жаңағыдай, уже 6-шы сынып, жаңа денем өскен, мамам ол кезде арық, жаңағыдай фигурная, сондай болатын. Әлі де сондай ғой анашым. Сонда ана мамамның киімдерін ауыстырып киіп алам ғой. Үстіне мамамның әдемі джемперлерін өзіме киіп алам. Сөйтіп мектепке барам, әдем болып жүргім келеді, білмеймін почему-то. Сонда жаңағы орыс тілі апайы маған айтқан ғой, бұл деген жаңағыдай тек қана есіл дертінің бәрі оқу емес, әдем болып киініп жүру ғана депші. Ештеңені оқып қарт қылмайды, бұл әдем болып жүргісі келеді болды депші. Бұл ертең өмір сүре алмайды дейді ғой маған. Болашағы бұлыңғыр деп айтады ғой. Апай маған сөйтіп айтады кәдімгідей. Есімде ол апайды да білем, бәрін білем дейін да. Сонда сол сөзді 6-шы сыныбымда естіген кезде менде андай не қатты қалған ғой. Кейде сенің бір сондай бір травмаларың, предпринимательдерге кейде травмаларының өзі өте үлкен плюс болады да. Ол травма деген всегда сен отработать ету керексің деген нәрсе емес, соны түсіну керексіздер. Кейде сондай бір травмалардың барлығы сені бір өсіріп жіберетін осындай ішкі күш болып тұрады да. Ішкі күш, анау ішіндегі сол кездегі ашу, ыза сені өсіріп жібереді. Сонда сол кездегі ауылда менімен бірдей оқыған орталастарымның, қатарластарымның ішіндегі ең озығы мен болып шығам ғой. Жаңағы ана сөз насколько маған әсер ететіні. Қазір салыстырмалы түрде сол кездегі, сол ауылда болған класстастарымның ортасында ең бір озығы, табыс жағынан болсын, бір жетістікке жету жағынан болсын, енді материальный білім жағынан болсын, олар енді ауылда, басқа жерге, ауыл жерлерге тұрмысқа шықты, қалды, тек сондай бір үйдің тірлігі менен қалып қойды. Ал мен дамыған сайын дамып кеттім, өскен сайын өсіп кеттім, білім ғылым деп қуып кеттім. Жаңағыдай соншама жақсы оқығандардың барлығы, беске оқығандардың бәрі ауыл аймақтарда қалды. Ал мен тройка болып, енді 3 емес 4-ке оқыдық қой. 4-ке оқысам да солай білім ғылымды қуалап сөйтіп кеттім да. Сонда сол бір іштегі ашу ыза маған ұлы алпауыт бір ішімдегі күш болып есебі болды да. Дәл сол секілді неше түрлі адамда ситуациялар болады. Сол бір ситуацияларда ол саған наоборот керемет бір күш болуы мүмкін. Сол себепті ашудың энергиясын адам жақсы жаққа пайдаланып үйрену керек. Мына ішкі агрессия, ашу ызаны жақсы жаққа пайдаланып үйрену керексіздер. Ол деген мынау әйелдер жаңағыдай ашу ызада болған кезде үй жинап кетеді, тамақ істеп тастайды, жаңағыдай немесе ашуды просто осы кезде ашуланып, ызаланып тұрған кезде резко сол ашуды алып басқарып әрекетке жіберіп үйрену керек. Әрекетке қарай бұрып жіберу керек. Анау мида оны өрбітіп, қиындатып, ананы ойлап, мынаны ойлап, блин, анау маған бүйтіп айтты. Сол кезде мен неге бүйтіп айтпадым ғой? Белла, ананы айтуым керек, мынаны айтуым керек. Мен бытчиник қарам оның. Ол маған сөйтіп айтты, мен қазір WhatsApp-тан бүйтіп жіберемін оған. Мынандай звондаймын да бүйтіп айтамын. Ертең барамын, оны бетіне айтып тастаймын деген нәрсе емес. Наоборот, ана ашу, ыза, бас, сабырға кел деген нәрсені істемеңіздер. Сабырға кеп ашуды ішіңде сақтап бір күні жарылып өлесің, ауру болып өлесің одан. Наоборот, сол ашу ызаңды әрекетке қарай бұрып жіберу керексің. Әйел ма, үйде отырсың ба, баста жинап жібер. Ана тез тұзды суды дайында да үйдің ішін бәрін тұзды сумен жуып жібер. Бұрыш-бұрыштың бәрін тұзды сумен жуып жібер. Барда немесе өзің душқа кір, тұзды суды үстіне құйып жібер. Немесе жаңағыдай
тоқтаусыз жаңағыдай үйіңде жаңа тамағыңды істе, жұмыста отырсың ба, қағаздарыңды толтыр деген сияқты. Сразу адам жаңағыдай ашуды әрекетке жіберу керек. Миды ашытып неге деген сияқты қуып кетпей, нағыз ашуланған кезде мынау бізге қолға күрекке жабысу керек та, күрек. Сразу ашуланған кезде ана күрекке жабысу керек. Біреудің күрегі ол ручка. Сразу жаңағыдай алып алады деп фрирайтингке жазуы мүмкін деген сияқты. Немесе жаңағыдай біреу отыра қалады ноутбукпен тік ноутбукқа жабысуы мүмкін. Оның күрегі сол болуы мүмкін. Тақ етіп баса нәрсені істеуі мүмкін. Немесе біреудікі күрегі жаңағыдай жаттығу болуы мүмкін. Тез терлеп тұрып, ашумен, ызамен сатырылдап тұрып, жаттығу жасап, өзінен ана ашу ызаны әрекетке қарай бұрып жіберу керек. Осы нәрсе жаңа сыртқы агрессияны қорғайтын, сырттағы агрессиядан сені қорғайтын сол болса, мына ішкі агрессиядан қорғайтын сені осы сразу екі қолыңды аласына күрекке қарай жүгіресің. Болды. Сенің күрегіңе соған жүгіресің. Үй жинайсың, тряпкаға жүгір да полды жу. Жаңа тамаққа жүгір. Барда сразу продуктыларды алда ашта, тез тамақтарды турап қуырып, жаңа соны жаса. Немесе барда 10 000 қадам жүгіріп кел. Не ол саған көмектесетін? Сол ашуыңды сразу әрекетке айналдыру керексің. Ато көп адамдар жаңағы ашуланады да, мен бүйтпедім ғой, мен сөйтпедім ғой, өйткенімде ғой, бүйткенімде ғой деген секілді уақытының барлығын болмаша миды ашытуға жіберіп жібереді. Оның соңы не болады? Бітпейді оның соңы. Оның соңы жоқ вообще, ойламаңыздар. Мен ашуланып соған бір нәрсені дәлелдегенде бір жетістікке жете қалады екем деген сияқты. Жетпейсің онда жетістікке. Барасында одан да ең соңында ең сорақысы, ең жаманы, ең жексұрыны, ең сүмелегі сорлысы сен болып қаласың. Сондықтан да ана келіп тұрған іштегі ашу ыза, ол Алладан берген ана бір алпауыт күш қой. Сол келген кезде сразу резко бітіп әрекетке қарай жіберген кезде адам керісінше бір пайдалы нәрсені жасайды. Сондықтан да ашуландың ба, әрекетіңізге жіберіңіз сразу. Қазан, плитаны жуып таста бар, неше жылдан бері жуылмай жатқан ана ескіріп қарайып тұрған сковородка бар, далада қазан бар, ошақ бар, анау бар, мынау бар, әктеп таста, жасап таста, істеп таста, соның бәрін есін алып сыпырып таста. Көп қой, енді әрекетке жіберем десең, айналаңда қазір қарасаңыздар, айналаңызда жасайтын әрекеттер өте көп. Жина, күштілеп істе, шық, жаңағыдай жүр, өте көп. Ашуланған нәрсені шығарып тастауға өте маңызды. Мынау ашуменен дос болу маңызды ғой. Дос болған кезде сен сол ашуыңды басқарып, былай әрекетке қарай жібере аласың. Ал жаңағыдай мынандай нәрседе, осы Шамиль айтады, осы Шамиль Аятинов, мынау адам дейді да, адамның мына екі көзі, мына ортасында, мына жерде печать болады дейді да, печать богатства и печать бедности деген нәрсе бар дейді да, осы как раз осы ашу темасында айтады. Яғни сен анау ашуыңды әрекетке жіберген кезде, әрекет еткен кезде үздіксіз. Мына жерде жаңағыдай печать богатства деген штамп тық етіп қойылады да, тақ етіп мына жерге штамп қойылады. Печать богатства деген сияқты. Ал егер ашуланып, нерв болып, ана біреумен дәлелдеп көрсетіп, мен саған көрсетем деп көршіңе, коллегаңа, күйеуіңе, енеңе, әпкеңе, қайнапкеңе, сіңліңе сөйтіп жүрген кезде, миыңмен өзің алысып, жаңа миыңда өмірде емес, миында күресіп жүреді ана адаммен ше, агрессиясы, насколько ашуы, ызасы, ана ойында мен бүйтуім керек, сөйтуім керек. Қазір егер ол маған бүйтіп айтып қалса, мен оған сөйтіп айтамын деген сияқты. Миында жаңағыдай сценарий құрып жүреді. Просто мен уже адамдармен өте жақсы көп жұмыс жасайтын болғаннан кейін, адамдардың миын, ойлауын, эмоциясын бәрін зерттегеннен кейін өзім күлкім келіп кетті ғой. Сол нәрсенің бәрін өте жақсы түсінемін, білемін. Сол себепті де миыңда біреуменен қырылып жүргенше, лучше сол ашу ызаны ана пайдалы әрекетке жұмсап жібер. Әрекет етесің ба, мына жерінде жаңа печать богатство деген штамп ұрылады әрекетке көшкен кезде. Ал соны негативке көшіріп, ұрынып, жұлынып, біреуге дәлелдеп, ұрсып, бет жыртысып, шаш жұлысып жүрген кезіңде, мына жеріне печать бедности деген штамп тақ етіп ұрылады. Ол факт. Бұл әлемнің заңдылығы. Сондықтан да сенің басын көтеріп, жаңағыдай печать богатства, успех, жаңағыдай сондай бір мықты нәрселердің болғанын, сондай бір печатьпенен бейтіп тұрып басыңды көтеріп қой, былай жүргенін қаласаң, онда әрекетке көшу керексің. Әрекет, жаңа ашу ызаның бәрін әрекетке жұмсап жіберу керексің. Ал ондай жаңа сыртыңнан сені ашуландырып тұрған адамдарға просто айкидо, психологический айкидо.
солай жасау керексің. Сен ашуландырып жібердің ма, коконға орап ал, айкиданы жаса. Күнде таңертең тұрған кезде коконға орап ал. Өзіңді де, бала шағаңды да, бәрін байыңды, айналаңда кімге жолатқың келмейді, атаның, бауырың бәріне солай ойша сол коконға ішіне сап қойсаң болады. Өзіңді де, бала шағаңды да, бәрін негативтен, агрессиядан аулақ жүрсін деген сияқты. Ал сол секілді психологический айкидо бәріне мысленно сен ана ретінде, әйел ретінде, осы отбасының әйел ол мына айтам ғой, отбасы әйел қай жерде, отбасы сол жерде. Не еркек емес, ол әйелде. Әйел отбасы. Әйел жүрген жерде отбасы болады. То есть әйел мысалға осында, отбасы осы жерде болды. Ол жаңағыдай әйел басқа қалада, отбасы сол қалада деген сияқты да. Мысалға бала шағаң сенімен жүреді. Ал ер адам ол жалғыз. Ал жалғыз жүре алады, жалғыз шыға алады деген сияқты. Әйел адам ол бүкіл бала шағасы, мына үйінің тірлігі дүниясымен бірге жүретін. Бүкіл мынау диваның бар, креслоң бар, жаңағыдай қазан ошағың бар, посудаң бар, киімдерің бар, бәрі сенімен бірге жүреді. Потому что ол сенікі. Отбасы ол әйелдің территориясы. Сол үшін де әйел осы психологический айкидоны жаңағыдай коконды сосын мынау жаңағыдай өзінің штампын қоя алады. Оны уже өзіңде жасайсың, күйеуіңе де әсер ете аласың, уже бала шағаңа да жақсы жағынан әсер ете аласың, если түсіндіретін болсаң әйел адам ретінде. Сондықтан да адам келді ма сізге жаңағыдай жақсылығың, бір адам сенің ерің мотивация болды, жаңағыдай жамандығың өзіңе, жақсылығың маған деген сияқты. Сондай жақсылығың маған еселеп келсін деген сияқты. Просто солай жасайсыздар, болды. Анау соншама агрессиясына деп төгіп атса да, солай психологический айкидо алшақтатасыз мысленно. Және кез келген ситуацияда жақсылық жасасаң да өзіңе қайтады, жамандық жасасаң да өзіңе қайтады. Прям ертең қайтпаса да, ол по-любому қайтады. Осы қазір келмесе де 20 жылдан кейін болса да, сенің балаңның алдынан шығады. Мысалға, міне байқаймыз ғой, осы жаңағыдай өзімнің апаларымнан болсын қарадым, нағашы әжем өз апам болса да, бәрінен мысалға олар өте көп әрекет еткен адамдар. Өте көп огород, жаңағыдай менің әкемнен өзім байқаймын да, мысалы марқұм әкем апамнан сондай қатты пенеткеш болды. Жаңағыдай тек әрекет ете берді. Жаңағыдай сондай өздерін сондай бір агрессиядан қорқады. Мына жерде штамп богатство бола берді. Өздерінің алдынан қайтпаса да, міне балаларының, перзенттерінің, немерелерінің алдынан шығып жатыр да. Ал бір апаларды білесіздер ма? Жаңағыдай бала күнде жас кезінде еңбек етті, огород, анау-мынау үздіксіз әрекет, сиырып тасауды, майды да істеді, ананы да істеді, нан да істеді. Ал қазір уже апа болып отыр. Ал балалары, немерелері, ана біреу министерствода, біреу мына жақта, біреу кәсіп ашқан, біреу шетелде тұрады. Апа мен атаны санаториядан санаторияға жіберіп жатады, демалыстан демалысқа жіберіп жатады, шетелге шығарып жатады, анда барғызады. Қолдарының мына жерінің бәрі алтын толып жатады. Мойнында қаншама трос алтын, мына қолдарының бәрі толған алтын, әдемі киім сөйтіп отырады. Сол апа мысалға балаларының жақсылығының рахатын көріп жатыр. Кезінде мына жерінде штамп богатство болды. Потому что әрекеті көп болды ол адамның. Сол әрекетінің жемісін по-любому жеп отыр да. Қазір рахат. Балаларының соншама әрекет еткен кезде адам, Алла айтады ғой, жаңа мен әрекет етіп бастаған кезде мына 18 мың ғалам ысырылады, шетке тұрады, сен саған жол береді. Әрекет еткен адамға Алла берекетін береді. Әрекетке берекет деген сөз міне осыдан шыққан. Апаларымыз сондай кезеңдерде үздіксіз әрекет етті, жылап жатқан жоқ. Бидайға, ана Қырымға барып бидай терді деген секілді, шөп өрді, ана картошкалар тасыды, бәрін қиын кезеңдердің бәрін бастан өткізді. Сонда сол әрекеттерінің жаңағы штамп богатстволарын қазір өздерінің өмірлерінде рахатын көріп отырғандар. Осы нәрсені мен сіздерге түсіндіргім келді. Міне, сыртқы агрессия және ішкі агрессия. Міне, ішкі агрессияны, ашуды, ызаны, барлығын осылай сразу әрекетке жіберіп үйрену керек. Негізі іштегі ашу, ыза ол сол бір ситуациялардан, жаңағы Инстаграмнан, ТикТоктан пайда болып кетуі мүмкін. Елдің бәрі байлары әйелдеріне гүл сыйлап жатыр, менікі неге сыйламайды деген сияқты, шуба әперіп жатыр екен, саяхатқа жіберіп жатыр екен, менікі қайда деген секілді. Немесе коллегамның зарплатасы көтеріліпті да, менікі көтерілмей қалыпты деген сияқты. Сондай бір ішкі агрессиялар өзімізде кейде ойымыздан таяқ жеп, өз ойымызда өзімізбен алысып шығарып аламыз ғой. Неге үйтті, неге маған бүйтті, неге сөйтті деген сияқты ана агрессияны одан сайын көбейтіп жібереміз. Сонда мынау біздің
осы агрессиямыз көбейген кезде мына жерде штамп бедности жаңағыдай ұрылады да. Ал когда сен уже соның барын әрекетке жіберген кезде, сол коллеганың зарплатасы көтеріліп кетті ма, пожалуйста, сол кезде ашу ызаңды қағаздарға жұмса, қағаздармен жұмыс жаса деген секілді. Суды көп ішсе туалетке бара береміз ғой дегенім ғой дейді. Жаңағы сіз айтқаныңыз ба, не болыпты, туалетке барсаңыз дұрыс қой, шығып жатыр ғой, қан айналым болып жатыр, іштегі керек емес таксиде шығып жатыр. Негізі әр адамның нормасы бар, калькулятор бар интернетте. Бойыңызды жазасыз, норма жаңағыдай воды калькулятор деп жазсаңыз шығады Google'дан. И сосын өзіңіздің бойыңыздың сантиметрін айтасыз, салмағыңызды жазасыз, қанша сағат бір күнде активный қимылдайсыз, соны жазасыз. Бүгін бір күн соны бақылаңызда, соны ертең жаңағы неге қойсаңыз болады, су қанша ішу керексіздер, соны шығарып береді. Мысалға мен 2 литр 2,5 литр почти ішуім керек та. Ең минимальный адам 1 литр 300 ішу керек қой, 300 жаңағыдай не сондай 300 не деп грамм деп айтыла ма, солай айтылады ғой. Сол 1 литр 300 грамм сондай қылып ішу керек. Біздің реакциямыз ба сонда агрессияға маңызды, үндемей агрессияға басқа жаққа шығару дейді. Үндеме деп атқан жоқпын, просто сырттан келетін агрессиядан сіздер алдын ала коконменен, сіздер түсінесіздер ғой, примерно агрессияның алдын ала сіздерге келетінін түсініп тұрасыздар. Ситуацияның солай болатынын түсініп тұрасыздар. Сол кезде өздеріңізді қорғай алу керексіздер. Ана психологиялық айкидоны оқып алсаңыздар, өздеріңізді сол алдын ала напряжениедан да сақтайсыздар. Напряжение болмаған кезде, өзің ананың барлығын ойша отодвигать еткен кезде, итерген кезде, ойша шегініп ананы итерген кезде, ол агрессия саған келмейді, вообще келмейді. Сен мида уже соның барлығын реттеп тастау керексің. Мида уже соның бәріне отодвигация етіп, жаңа итеріп, шығарып тастаған кезде, жаңағы психологический айкидоменен, коконменен саған ешкім агрессиясын шашамайды. Ал өзіңнің ішіндегі біреумен салыстырып көріп қойып шыққан, туындаған агрессияны сен сразу әрекетке жұмсайып жер деп жатырмын. Сразу әрекетке жұмсап жер, анау ұмыт қалады. Сол ана іштегі агрессия ішінде сақталып қалса, быт-шыт боласың, түбі ауру боласың, немесе анаған барып қосып жіберіп, анамен 40 пышақ болып қырыласың деп жатырмын. Ал лучше неге жіберіңіз? Әрекетке жіберіңіз, сонда анау тер болып шығып кетеді. Бойыңыздан агрессияның барлығы тер болып шығып кетеді. Сонда сенің денсаулығың жақсы, амансың, нервың тыныш, суставтарың, нервный жаңағыдай бүкіл нервный системаның орнында айналаң да зиян шекпейтін болады. Тату тәтті әдемі өміріңді сүресің. Позитивте әдемі өміріңді сүресің. Мен сіздерге осыны жеткізгім келді. Түсіндіре алдым ба сіздерге? Кері байланыс жасаңыздар. Қандай сұрақ бар осы бойынша? Түсінбесеңіздер сұраңыздар. Көмектесем. Түсіндірем. Так, ровно 1 сағат сөйлеппін ғой. Шәкірттерім ақша тауып жатыр, жіберіп жатыр. Рахмет, біраз нәрсе біліп қалдым дейді. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ болса қойыңыздар. Түсінікті дейді. Түсіндіңіздер, я? Енді осы жерге қатысып, күшті өзгеріп, сол баяғы енемен арпалыс дейді. Ол жаңағыдай ене сіздің қасыңызда жаңағыдай тектен-тек жүрген жоқ. Сол жаңағыдай сол баяғы енемен арпалыс. Сіз Анеля ханым сіз ба? Енемен арпалыс деген сіздің өміріңізде бола береді. Енемен арпалыста, қарызда бәрі бола береді. Мен кеше сізге WhatsApp'та жаздым, сіз маған жазған едіңіз ғой. Құтылмайсыз одан. Потому что сіздің миыңызда какашканың барлығы. Ренжімеңіз. Өзіңіздің тек алдыңызды көретін адамсыз ғой. Мен сізбен кешегіде уже бір сөйлескен кезде уже айтам ғой, адамды сразу жаңағыдай бір күнін айт, бір ойын білесің, біраз сөйлесесің, уже сразу ол адам туралы біраз нәрсені біліп аласың дейді ғой. Сондықтан да адам тек көзінің алдын ойлаған кезде, сол өзінің көзінің алдындағын ғана көрген кезде болды ғой, бітті ғой. Ол адамнан не үміт, не қайыр, ары қарайғы өмірі қандай болады деген сияқты да. Сол үшін де өте өкінішті ситуация. Енеңізді солай жек көріп қинап жүрген болсаңыз, хотя сіз оның енеңіз туып берді сізге байыңызды. Сол туып берген байының қойнында жатсыз да, сол байыңыздың қойнында жатсыз.
саған келсе агрессияны шашып айтып тұрса, жамандығың өзіңе деп айту керекпіз бе дейя? Ойша, сол негізі агрессияны шашқызып, ойбай, тілім келмей қалды ғой. Шашқызып тұрған сіз өзіңіз ғой. Өзіңіз бейсаналы түрде тартып тұрсыз ғой бәрін. Жаңағыдай, миымда түрлі сценарий құрып жүрем дейді. Білем ғой мен уже адамдармен қаншасымен жұмыс жасап жүргеннен кейін миында түрлі сценарийді құрып жүреді да адамдар. Сол жаңағыдай саған агрессияны шашып жіберместен бұрын сен отодвигать етесің. Психологический айкидо оқыңыздаршы неден, Гуглдан кітабын алып оқыңыздар. Электронный кітабын смысл, в чем смысл психологический айкидо, как это использовать деген сияқты оқысаңыздар, ютубтан қарасаңыздар, өздеріңізді былай интернеттен қарасаңыздар шығады, бәрі шығады. Сонда сіздерге уже түсінікті болады бәрі. И сонда ана адам саған кеп агрессиясын шашпайды уже. Сен уже сол, мысалға мен таңда оянған кезде, жаңа кокыммен уже өзімді қоршап аламын. Оянған кезде ритуалдармен сол психологический айкидоны жасап тастаймын отырып. Соны жасағаннан кейін ол адам вообще никому, ешкім маған агрессиясын шашпайды. Менің ішімнен шыққан агрессияны сатырлатып тұрып, мен жаңа нейрографикаға немесе басқа нәрсеге құралға жүгіреміз дедім ғой, күрекке жүгіреміз, күрекке. Біреудің күрегі ноутбук, біреудің күрегі жаңағыдай ручка, біреудің күрегі қағаз, біреудікі тряпка, пол жуып таста, біреудікі тамақ, плита, анау-мынау, даланы сыпырғы бәрін аластарда жүгіресіздер. Шығару керексіздер. Зато ауру болмайсыздар. Ешкім сізге агрессиясын айтпайды. Сіз де ешкімге агрессияңызды шашпайсыз. Наоборот, пайдалы нәрсеге. Ана әйел мен ер адам жаңа ене мен келіннің ортасында да сондай ғой. Лучше сен енеңе қарай агрессияны шашқанша, сен сол енеңнен алдын ала психологический айкидомен қорған. Өзіңді жаңағыдай коконға орап қой, алтын жұмыртқаға. Сөйтте жаңағыдай өзіңнен шығып жатқан агрессия болып тұрма, сразу іс-әрекетке жұмса, сонда ауру болмайсың. Мен соны айтып жатырмын. Ал бір-бірлерімен бет жыртысып ұрысқаннан, сыйласпағаннан, ренжіскеннен не пайда табасың? Тем более ене мен келіннің темасын мен алдыңғы эфирлерде түсіндіріп бердім. Бұл жерде кім страдает? Жалғыз ғана штук байың страдает. Екеуің де бір адамды жақсы көресіңдер. Неужели сол адамның көтерілуі үшін бір-бірлерімен қарым-қатынасты жақсартуға болмайды? Просто әйел мына түскен келіннің де санасы таяз, ененің де санасы кішкене таяз болып тұр. Екеуінде де бір даналық жетіспей тұр. Ене енелігін жасап тұрады, келін бағынғысы келмей тұрады. Мен андаймын, мұндаймын деген сияқты эго тәкаппаривишіміз айқайлап тұрады. Ондай кезде ене ғой ол, ене ғой. Ене енелігін жасайды. Ене ол айтпаса не үшін ене? Бүйте сасай, сөйте сасай десе, демесе не үшін ол ене? Көріп тұр. Мүмкін жанашырлықты ол заманның, бәріміздің қатарластарымыздың, бәріміздің енелеріміз сол заманды, сол қиындықты көрген адамдар. Сол үшін де олар махаббатты бүйте сасайшы, сөйте сасайшы дегенмен жеткізуі мүмкін. Менің ұстанымым отбасының бақыты. Мен мынандай әйел болғым келеді, және айналамда сондай әйелдер жинағым келеді. Жаңа отбасымен ажырасып, үйтіп өзіңді қорға, феминистка бол деген нәрсені айтқым келмейді. Менің ұстанымым, мен тыңдағысы келмейтін адамдар шығып кете береді жаңағыдай. Ұнамай ма ақпаратым шығып кете береді. Ал менің ұстанымым, сен өзіңменен жұмыс жасаған кезде, өзіңнің сезімдеріңмен жұмыс жасаған кезде, уже айналаңмен де қарым-қатынасың реттеледі. Яғни жоспарың бар, бақытты және бай әйел. Ол күйеуімен қарым-қатынасы күшті. Балаларына берген тәрбиесі дұрыс. Себебі балаларына тәрбие беру үшін алдыменен өзін тәрбиелейді. Өзінің агрессиясын, өзінің ренішін, обидасын, бәрін отработает ана. И после этого жаңа балалары шетелде жан-жақта оқып атады. Біреуі Кореяда, біреуі Америкада, біреуі Лондонда, біреуі Европада. Мен қалайым, Тамирис қызымның Алла нәсіп етсе Нью-Йоркта оқыған қалайым, Дәулет ұлымды Лондонда оқыған қалайым, шын жүрегімен қалайым. Сөйтіп оқығандарын прям елестетем мен. Визуально елестетем. Алла сол күндерді нәсіп ет деп. Жаңағыдай жолдасым екеуміз одан кейін де ұл қыздарымды дүниеге алып келгім келеді. 5 перзент сүйсем екен деп Алладан сұраймын. Уақыт сәтіменен 5 перзент нәсіп еткін, денін сау еткін деп Алладан соны да сұраймын. Ол перзенттерім туылса, біреуі Кореяда оқысын, біреуі Европада оқысын, біреуі ең кенжесі өзіміздің қасымызда болсын деген сияқты. Алладан бәрін сұрау керек. Сол перепрограмма. Тағдырыңды перепрограмма жасау деген осы. Сұра Алладан, бәрін сұра. Сонда жерде мен қызымды, баламды осындай школада оқытқым келеді. Да мелочей, 1,5 миллион екен аймай,
Значит, айына бір балама 15, жылына 15 миллион кетеді біреуіне, екіншісіне 15 миллион, ол жай ғана оқуына, оның арғарайғы жаңағыдай киімі бар, басқасы бар, баланың күнделікті асырауы бар, басқасы қосымша сабақтар бар, жылында шетелге шығатыны бар, расходтары бар. Сонда бір балаңа бір жылда бір 50 миллион жай кетеді. Соның өзін Аллахым нәсіп етші деп Алладан үздіксіз сұраймын. Алла үшін оның бәрі түк емес, қыздар. Просто сұрай алу керек. Сұрай алу керек, және соған ниет ету керексің. Соны сұрап, жаңағыдай қалағанымды аламын дегенім, жаңағыдай дегеніме, ниетіме жетемін деген сияқты. Ниетің, дегенің, сенің қалауың, соның бәріне жетемін деп тұру керек та. Алладан соны сұраған кезде жеткізіп қояды. Сол үшін де қазір быж-тыж болып қырылып, өміріңнің қанша жылын еліңмен қырылып өткіздің. Өте өкінішті. Мне очень жаль. Прям ана өткен тағдырды, өмірді, жылдарды өте өкінішті. Ай, разборға қалай жазылуға болады дейді. Так, керемет эфир, маған керек техника екен дейді, инсайт дейді. Қуаныштымын, миымда түрлі. Так, түсінікті. Разборға жазылу үшін всего лишь 16 мың теңге ол. 10 мың теңге кетіп қалады, қыздар. Қазір номер қоям, сонда төлем жазап жазылсаңыздар болады. Бүгінге орын бар. Ертеңге де орын бар. Бүгін среда, ертең четверг. Аргүні уже орын жоқ. Аргүнен бастап 26-сына дейін мен бос болмаймын. 27-сінен бастап қабылдай алам разборға. Бірақ эфирлерімді өткізе берем. Маңызды шаруалар болып тұр. Қабылдай алмаймын разборға. Бүгін ертеңге жазыла аласыздар разборға. Спокойно жазылыңыздар. Перевод жасайсыздар. Осы номерде Каспиде бар, и осы номерде WhatsApp жаңағындай рабочий чекті де жібересіздер. Түсінікті ғой. Сондықтан да қыздар, ол өмірді, мен мысалы осы сіздерге айтып отқан білімім үшін қаншама ақшамды жұмсап отырмын. Бірақ оны ешкімге міндет қылмаймын. 38 мың доллар кетіпті, есептеп қарасам. Нормально, 2 бөлмелі квартираның ақшасы. Зато мен саумын, психологически здоровыймын. И жаңағы эмоционально здоровыймын. Өмірде денім сау, ақша тауып жатырсың, бақытты және бай болып жоспарың бар. Бала-шағаң дұрыс тәрбиемен, дұрыс физиологиясымен, дұрыс психикасымен, дұрыс развивация етіп жатыр. Жолдасыңмен қарым-қатынасың жақсы, қайын жұртыңмен жақсы, өз жұртыңмен жақсы, нағаш жұртыңмен жақсы. Бәріменен қарым-қатынасың жақсы. Қоғамға да пайдаң тигізіп жатсың. Жаман болып жатырмын ба? Жаман болып жатқан жоқпын. Сондықтан да білімге деген көзқарасты өзгерту керекпіз. Алдағы 20 жыл, алдағы 25-30 жыл именно осы мынау мимен жұмыс жасайтын заман. Мимен. Яғни білім алып, мына сананы оятатын заман. Сана ояну үшін алдыменен жаңа білім алған кезде параллельно сенде физический қозғалыста болу керек. Когда сен физикалық тұрғыда қимылдайсың, физика бірінші қимылдап жатады, одан кейін мына сана ашылып жатады, санадан кейін іштегі жан, рух сол оянып жатады. Тән, сана, жаңағыдай, мына рух деп айтып жатамыз. Осы адамда, осы үштік қой, осы оянған кезде адамның өмірі де өзі қалағандай етіп сүре бастайды. Енді әркімде сол сіздегі қиындық, сіздегі жылау, сіздегі сықтау, қарызда отыру, енемен қырылу, коллегамен қырылу, жұмыстың жүрмеуі, стрессте жүруің, депрессияда болуың, бәрі білімсіздік болды. Бірақ сөз, сенің білімсіздігіңнің нәтижесі ғана болды. Басқалай никак. Никак басқалай сипатталмайды. Тек қана білімсіздігің болды. Білімсіздігіңнің нәтижесінен сен солай өзіңді өмір бойы қинайсың, өмір бойы сынайсың, өзіңді қинап, жеп жүре бересің. Когда білімді болсаң, уже бәрін түсінесің. Өмірдің заңдылығын, жаңағыдай, қай тұста өзіңде ақсаңдап тұр, қай тұста сенде агрессия, қай тұста сенде гормон төмен, қай тұста сенде көңіл күйің түсіп тұр. Ондай кезде саған не көмектесетін еді, қайтып көтеретін едің көңіл күйіңді, ана бір ситуация келген кезде қалай шешетін едің деген секілді. Мен түсінетінім мынандай нәрсе. Адам білімді болған сайын, мына өзіне келіп тұрған сынақтарменен, қиындықтардың және қуаныштың бәрінен өзі мынау саналы түрде өтеді екен. Білімді болған сайын. Уже ана ешкімнің көмегіне жүгінбейді екен. Ешкімнің бір көмегіне жүгінбейді екенсің. Мен уже өзімнен байқаймын. Мысалға, мынаның барлығы, мына блокноттың барлығы жаңағыдай менің алған сабақтарым, мысалға, ішінде каждыйында сабақ бұл, осы жердегісі. Дәл осылай ана басқа бөлмеде дәл осыншама блокнот жатыр. Сонда ішін парақтап отырып қараймын. Қазіргі өмірінде болып жатқан ситуацияларға бір қиындық кеп қалса да, бір қуанышты сәт келсе де,
бәрінде сол бір ситуацияларға қарап спокойно анализ жасап, соның бәрінен спокойно шығуға болады. Тек қана білімнің арқасы. Сол үшін де разборға келем дегендер разборға келсін, коучингке келем дегендер коучингке келсін. Алла бұйырса, осы коучинг 28-інде біз танысамыз, официально 30-ында басталады, осы 30 ноябрьде басталады, Алла қаласа. Сондықтан да бұл коучингтің бағасы ойбай деп отырмаңыздар, ол білімге салған ақша. Білімге салған мына инвестиция, білімге, әдемі киім де өзіңе сыйлаған, брендтер де инвестиция. Жаңағыдай мынау білім инвестиция. Барлығы өзіңе салған инвестиция, ол по-любому ақталады. 100 есе, 1000 есе болып ақталады. Сол үшін де білімнен ақшаны аямаңыздар. Өздеріңізге сыйлаған сыйлықтарыңыз болсын. Өте дұрыс, Нұрсұлхан, бәрі миымызда екен. Сіз келгенде енем екеуміз бір-бірімізді WhatsApp-та блоктап тастағанбыз дейді. Сізге келгенде, коучингке келген кезде енесіменен қырылып блоктап тастаған. Сіз айтқаннан кейін тек өзіммен жұмыс жасап, эгомды жеңіп, кінән өзімнен іздейтін болдым. Шүкір, қазір енем ақша береді, керегіңді ал деп. Еще енесі екеуі үйін керемет қып өзгертіп алды ғой. Маған жазады, Нұрсұлу, жаңағыдай үйді жаңағыдай өзгертейін десем, инстаграмға шығайын десем, үйім ескі, анау мынау дейді да. Енді сен сол үйдің адамсың ғой, сен сол үйді реттесейші, қарасайшы, енеңе шынай ашық сөйлес, бәрін айт, жаңағыдай реттейік, анан істейік, мынаны істейік деп идеяңды айт дегенім. Айтыпты, сразу енесі қолдап кетіпті. Сонымен екеуі базарға барып, әдемі сол бөлмеге келетін обойды алып, ана кілемді шешіп қабырғадан, сөйтіп обой жабыстырып, үйі жап-жарық әбәдем қылып қойған. Міне, әйелдің шынайы, өзін жақсы көретін, өзін сыйлайтын әйелдің болмысы осы. Осылай болу керек. Өзіңді сыйласаң, сол сезімдеріңді байқайсың, сезімдеріне анализ жасайсың, сезімдеріңді ашық айтып үйренесің. Солай өзіңе ыңғайлы қылып, басқаға да ыңғайлы болатындай етіп өміріңді өзгертесің. Міне, дана әйелдің образы осы. Мен деген барып енеңнің астына барда төселе қал деген нәрсені ешкімге айтқан емеспін. Демалғанда мама қыздарды қарай тұрыңызшы, сыртқа барып тыныштықта шай ішіп келейін деп демалып қайтам дейді. Өте керемет. Міне, здоровый қарым-қатынас осы. Күйеумен де дәл осындай қарым-қатынасқа жетуге болады. Енемен де бәрімен осындай қарым-қатынасқа жетуге болады. Кафешкада отырып, шайымды ішіп, нейрографикамды сызып, шүкір Аллаға сондай бақыттымын. Әуелі Алла, сосын сіз берген білімдердің арқасы ғой дейді. Мен өте қатты қуаныштымын, Ақнұр. Сіз үшін шын жүректен қуаныштымын. Қандай күшті, я? Бір әйел өзгерді. Бір әйел өзгерген еді, енесімен 40 пышақ болып қырылып, ажырасам деп, сондай дәрежеге дейін жетейін деп қалып, жаңағыдай күйеуі жақта страдает, потому что мамасыменен әйелі қиналып жатыр. Мына жерде 40 пышақ болып қырылып жатыр. Сонда мына жаңағыдай екі әйел бір-біріменен қарым-қатынасын реттеген кезде, вообще ана Ақнұр өзіменен жұмыс жасады. Сонда ене болып отыр уже. Келін, қарым-қатынасы ашық, здоровый, бәрі күшті. Ене өзінің қызындай, келін өзінің анасындай қарым-қатынас жасап отыр. Күшті, екеуі күшті болған кезде, Ақнұр ханым қазір қалай күйеуіңіздің де табысы өсіп жатқаны ол тектен тек емес. Сондықтан коучингке келіңіздер. Бұл Ақнұр ханым 4-ші потокта оқыған коучинг 500 мың теңге. Ол сіздерге өздеріңізге сыйлаған сыйлықтарыңыз болсын. Оның ішінде барлығы қамтылған. Ақшадан бастап, қарым-қатынастан бастап, табысқа дейін бәрі от и до сен новый адам болып шығасың. Өмір бойы, жылдар бойы сен қинап жүрсің өзіңді. Жылдар бойы уақытыңды құртып жүрсің, стресс, уайым, жана 40 пышақ болып сол баяғы ененің темасы деген әңгімемен, сен жаным жылдарың өтіп жатыр ғой. Лучше кесиш. Өмірімде бір-ақ рет, соңғы ақша емес ол 500 мың. Сен 500 мың төлеп келіп, одан да көп ақшаны табасың. Мен оған 100% гарантия бере алам. Қаншама қыз-келіншектер тауып отыр, табысын тауып отыр, декретте отырған, қанша жыл, 15 жыл декретте отырған әйелдерде өзгеріп жатыр. Күйеуім өзгермейді деген әйелдердің өзі күйеуі өзгеріп жатыр. Енем өзгермейді дегендер, енем өзгеріп жатыр дейді. Қарым-қатынасы бәрі күшті. Айналамен де, өзімен де, жұмысы да жүреді, жолы да ашылады, бәрі болып жатыр. Ақша да жинайды, капиталын да жинайды, жаңағы доллары миллионер да болады, бақытты болады, баласы сау болады, дені сау, физиологиялық тұрғыдан да, мынау эмоциональный тұрғыдан да миы дұрыс дамып жатады. Күйеуім екінші жұмысқа тұрды ғой, мен тек сіз айтқан техникаларды қолданып ақша жұмсаушымын, кайф дейді. Аллаға шүкір. Мен бұл кісілерден сұрамаймын, қыздар. Өздері бөлісіп отыр. Өздері шынайы, от души осында өздерінің отзывтармен,
жаңағыдай от души бөлісіп отыр. Мен бұларға кіре ғой да жаза ғой деген нәрсені айтпаймын. Коучингке қатысқан қаншама қыздар эфирді көріп отыр. Қазір қатысып жатқан қыздар да қарап отыр. Сондықтан да бұның барлығы тікелей өзіңізге байланысты. Енді біз қазір сұрақ жауап болып жатыр ғой. Соңынан қосылып жатқан ханымдар түсінбей жатқан шығар. Мен теорияны алдында айтып өттім. Бұл бізде 14 күндік марафон, бүгін 4-ші күні, алда бізде әлі 11 күндік 11 түрлі тақырыптар бар. Күнде қызық болып жатыр ғой. Бір-бірлерімізбен тату болып, жақын болып бара жатырмыз. Сондықтан да қыздар, білім алыңыздар. Сенің қазіргі қиналысың, сынағың, жаңағыдай стрессің, депрессияң бәрі сол білімсіздіктің артында жатыр. Білімсіздіктен болып тұр да. Ал когда сен білім аласың, бәрін жеңіп шығасың. Білім алған кезде. Вот Ақнұр ханым живой пример алдарыңызда. Жекесіне шығып оқысаңыздар да, сұрасаңыздар да болады. Жаңағыдай коучинг жайлы барлығын. Мен жүзім таза. Бәріне айтам. Жаңағыдай келіңдер, оқыңдар деген нәрсені. Сондықтан бір әйел өзгерді, міне, күйеуі өзгерді, атасы өзгерді, енесі өзгерді, өзгерді. Ана өсіп жатқан екі қызы да ертең здоровый немен өседі, тәрбиемен өседі. Жаңа шектеумен, негативпен, установкамен емес, потому что әйел болып, мына шаңырақтағы әйел болып, отбасыны мынау керемет қарым-қатынасқа жетелеп, өзін тәрбиелеп, соны коконға орап, жаңағыда айкидосын жасап, өзінің агрессиясымен жұмыс жасап отырған әйел, здоровый қарым-қатынасты құрастырып отырған әйел кім жеңеді? Соңында осындай адам жеңеді. Сондықтан да жұмыс жасап, мен істеп жатырмын ғой деп міндетсініп, арпалысып, жылап, еңіреп, енемен қырылып, баймен қырылып, төбелесіп, ақша жетпей, қарызға бешеден батып жүргеннен қарағанда лучше осылай өмір сүрген жақсы. Жаңа айттым ғой, жоқ болып кетті ғой Анель ханым. Енеменен сыналып жүр, потому что претензия көп қой енеге. Ол кезде жаңағыдай қарызбен сыналады, оңбай қарызбен сыналады. Бешеден қарыздан бататындардың бәрі претензиясы көп. Айналаға, әлемге, байдан өзінен басталады претензиясы. Өзіне, күйеуіне, бала шағасына, ата-енесіне, ата-анасына, қоғамға, бәріне претензия көп. Когда претензия бар жерде, всегда қарызға бата бересің. Потому что он мне должен, она мне должна. Он мне вот это жаңағыдай нан жасап берген жоқ, анан маған істеп берген жоқ деген кезде қарызға бешеңнен батқан сайын бата бересің. Сондықтан да ата-енесімен қарым-қатынас дұрыс еместер, реттеңіздер қарым-қатынасыңызды. Күйеумен реттеңіздер. Ешкім сізге ешқашан ештеңені жасап беруге міндетті емес. Сол үшін де сондай бір здоровый пофигизм деп айтамын ғой, сонымен өмір сүріңіздер. Негіз білімді болсаңыздар, қарызда болмайды сіздерде. Бақытты, бай, жоспары бар, сондай мықты әйелге айналасыздар. Міне, бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Разбор жайлы, коучинг жайлы сұрайым дегендер маған жекеге жазыңыздар. Мен сіздерге толыққанды бағдарламасын жіберем. Разбор өткізейік. Всего лишь 16 000 теңге разбор. Соғұрлым 10 000 теңге кетіп қалады. Ал 10 000 теңгеде мен 100 000-ға татитын ақпарат берем. Жай ғана тегін эфирімде осы ақпаратты беріп отырсам, разборда уже басқа ақпарат берем. Ал коучингте бұдан да күрделі, мықты, кәдімгідей сені шайқап жіберетін, сенің көзқарасыңды өзгертіп жіберетін білімді беремін. Сондықтан да бұл марафонды да тыңдаңыздар. Бұл марафондағы ақпарат бөлек, коучингтегі ақпарат бөлек, разбордағы ақпарат ол өз алдына мүлдем бөлек. Сондықтан да әртүрлі білім, әртүрлі деңгей. Мысалға мен осы жердің өзінде сіздер қабылдап ойбай деп атсаңыздар, ертең коучингте уже ана ақша, қарым-қатынастың түрін бәрін түсіндірген кезде сіздердің точно көздеріңіз ашылады. Болды ғой, сонымен уже өмірлеріңіз реттеле бастайды. Жылдар бойы қиналысыңыз, жылағаныңыз, жаңағыдай Алладан сұраған күндеріңіздің бұл есебі болуы мүмкін. Сондықтан да Алладан сұрадыңыз, мен де Алладан сұраймын. Аллахым өзіңнен сұрап жүрген, өзгерісті қалап жүрген адамдарыңды жіберіп қойшы деп мен Алладан сұраймын. Мен Алладан соны дұға етемін. Мені сондай адамдардың өмірінің өзгеріне себепші етіп қойшы деп мен Алладан соны сұраймын. Сол үшін де маған Алладан сұрап жүрген адамдар өзімнің алдыма жолығады. Мен өте қатты соған сенемін. Сондықтан менің жоспарым бар, алға қарай деп жүрген сайын алға қарай жүре беремін. Жылап сықтау біздікі емес, коучингтен өткен ханымдардың бірде-бір уақыты жоқ. Уақытын қызғанап бәрі.
Нұрсұлухан басында уақытым қызғанам десе түсінбеуші едік дейді. Қазір уже коучингтен ана мұрынды бүйтіп сіңіруге уақыт жоқ қой Нұрсұлу дейді да. Сонда ана уақыттары өздеріне қымбат. Аллаға шексіз шүкір. Сондай бір керемет әйелдердің сондай көзін аша алғаныма өте қатты қуанамын. Рахмет сіздерге. Енді маған сіздер лебізді баталарыңызды беріп қойыңыздар. Мен дофаминім ұшып ары қарай басқа да жұмыстарыма, жоспарларыма кірісейін. Кешегі эфирде болғандар лебізді бата дегенді не екенін түсінеді. Сондықтан да әркез жаңағыдай не айтайын, былай айтайын, білімнің хақысы ретінде мен сіздерге от души беріп жатырмын ғой, осылай білсін, өссін, бақытты болсын, бай болса екен деп жатырмын ғой. Енді сіздер де маған соның обратная сторонасы ретінде, обратная связь ретінде лебізді баталарыңызды беріңіздер. Лебізді баталарыңызды беріп отырыңыздар. Мен вау деп мәз болып қалайын. Дофаминім атқылап деп қойып жасаймын, істеймін деп жүрейін. Ой, алдағы эфирлер өте қызық болады. Сондықтан да қалмаңыздар, достарыңызға жіберіңіздер, құрдастарыңызға жіберіңіздер. Бұл эфирді көрсін, басынан бастап көрсін. Алда мәссаған бір неден шықтық қой, бір трансформациядан шықтық қой деген секілді сондай бір көзқарастан шығасыздар. Бақытты бол дейді, рахмет үлкен дейді. Аумин, айтқандарыңыз келсін. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Қазір эфирді сақтаймын, сол эфирдің астында комментарийде жазып жіберсеңіздер вообще күшті болушы еді. Қазір мен эфирім 2 минутта сақталады. Сосын отырып сол жерде лебізді баталарыңызды сол эфирімнің астында жазып кетсеңіздер, сонда ана эфир жаңағыдай рекке шығады. Рекке шыққаны уже басқа адамдардың алдынан шыға бастайды. Аллахым сіздің жолыңызда тек жақсы адамдар жолсын. Аумин. Бақытың мен бағың еселене берсін дейді. Қандай күшті. Қандай күшті. Мен салам, кеше салам дедім да сіздердің жазғандарыңызды. Уақыт жетпеді инстаграмға. Сондықтан бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сәрсенбінің сәтті күні сіздерге сәттілігіменен келсін. Ой азық болды, таңғы программа. Бүгін мен не аламын және не беремін деп өмір сүріңіздер. Алла сіздердің де жолдарыңызды ашық қылсын. Қазіргі жаңағыдай жылы лебіздеріңізді комментарийда жазсаңыздар одан қатты қуанып қалушы едім. Рахмет, сау сәлеметте болыңыздар жандарым.